Эмоциялық зерде. Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста. Сонда толық боласың елден ерек. Жеке-жеке біреуі жарытпайды. Жолда жоқ, жар еместі жақсы демек. Абай. Орта мектепті алтын белгіге, университетті қызылға бітірген көптеген адам өмірде алған біліміне сай жетістікке жетудің орнына отбасында бақытсыз, қоғамда нақты орын таппай, шет қақпай боп жүргеніне куә болудамыз. Тіпті мектеп пен университетті зорға бітіргендердің қол астында жұмыс істеп жүрген үздіктер қаншама. Гарвард университеті ең білімді түлектерінің университеттен кейінгі өміріне 10 жыл бойы қадағалау жасайды. Университетте үздік оқыған талапкердің бәрі бірдей өмірде жетістікке жете алмағанын байқайды. Олардың кемшілігі эмоциясын дұрыс басқаруды білмейді екен. Өздерінің әлсіз тұстарын танымағандықтан қате шешімдерге барады. Күрделі жағдайда сыр беретін сезім ықпалынан шыға алмай, күйгелектікке салынып, теріс әрекеттерге ұрынғыш келеді. Ең бастысы, адамдардың көңіл күйін бағамдап, олармен дұрыс қарым-қатынас құра білмейді. Болмашы нәрселер үшін дауласып, жиі шиеленіске түседі. Соның салдарынан мектеп пен университетте алған білімін өмірде тиімді пайдалана алмайды. Жоғарыдағы зерттеу қорытындысынан кейін, IQ-дің жоғары болуы жетістік кепілі емес. Адам түрлі жағдайларда өз сезімін басқара алуы және басқа адамдармен дұрыс қарым-қатынас орната білуі аса маңызды деген қорытындыға келеді. Бүгінде батыста көптеген университет талапкерлердің эмоциялық зердесіне аса мән беруде. Өйткені жетістіктің 20% ғана білімге байланысты болса, қалған 80% EQ-ға, яғни эмоциялық зердеге қатысты екен. Қазіргі таңда әлемдік көптеген компания жаңа қызметкерлерін, әсіресе SEO басшылық лауазымына адам таңдағанда, олардың эмоциялық зердесінің даму деңгейіне назар аударады. Адамдар арасындағы қарым-қатынас алғаш рет әлеуметтік интеллект ретінде қалыптастырылуы Эдвард Ли Тронкайдың зерттеулерінен кейін, яғни 1920 жылдардан бастау алады. Содан бері эмоциялық зерде ғылым ретінде үнемі зерттелсе де, оның маңыздылығы 1980 жылдан кейін біліне бастады. Ғылымға эмоциялық интеллект терминін америкалық психологтар Питер Соловей және Джон Мейер 90 жылдары енгізді. Америкалық ғалым Дэниел Гоулманның 1995 жылы жарық көрген «Эмоциялық интеллект неліктен IQ-ден де маңызды» кітабынан кейін EQ дербес ғылым ретінде әлемде кең қолданысқа ие болды. Эмоциялық интеллект дегеніміз не? Оған өзіңді толық тану, әлсіздіктері мен артықшылықтарыңды дәл бағалау, түрлі жағдайда көрініс табатын сезімнің түпкі себебіне үңіле білу, оның қате әрекеттерге түрткі болуына жол бермеу, эмоцияңды басқару қабілеті, сондай-ақ өзіңді өзгелердің орнына қоя білу, адамдардың сезімін терең аңғару арқылы дұрыс әрекет, тиімді қарым-қатынас құруға икемді болу деп анықтама беруге болады. Адам баласының бойында қуану, қайғыру, үрейлену, қобалжу, ашулану, ренжу, қызғану секілді түрлі сезімі бар. Адам баласы көбінесе ашуланып, яки қуанып немесе қайғырған сәтте, қызғанышқа бой алдырған тұста қате шешім, бұрыс әрекеттерге барып жатады. Мысалы, бойын қуаныш билеп тұрған сәтте, уәдені үйіп-төгіп беріп, кейіннен оны орындауға шамасы жетпей, опық жеп қалатын кездер де аз емес. Ондай жандар көбінесе берген уәде үдесінен шыға алмағандықтан, жұрт алдында абыройдан айырылып, өзіне деген сенімін жоғалтады. Осы жолды жазып отырған өз басым, талай рет осындай оқиғаларды бастан кешіріп, уәдемді аса қиындықпен орындаған кездерім болды. Адам бойындағы кез келген сезім, түрлі эмоция бостан-босқа берілмеген. Эмоциясыз адам, ол ауру немесе ақыл есі жетілмеген адам. Ешқашан қуанбайтын, мүлдем ашуланбайтын, еш нәрсені жек көрмейтін, әсте қорықпайтын адамды елестетіп көріңіз. Көз алдыңызға бейне бір робот секілді жансыз суық адам елестеді ме? Міне, адам мен роботтың басты айырмашылығы сезімде жатыр. Алла тағала адамға кез келген сезімді босқа берген жоқ. Әр қайсысының өз орны һәм қызметі бар.
Бастысы бойдағы сезімді орнымен өлшем арнасынан асырмай қолдана білуде. Аристотельдің барлық адам ашулануы мүмкін, бұл оңай, бірақ лайықты адамға қажетті мөлшерде, дәл уақытында, орынды себеппен тиісті түрде ашулану оңай емес дегені жоғарыдағы пікірді қуаттайды. Эмоция шешім қабылдау процесіне белгілі бір деңгейде сөзсіз әсер етеді. Таза рационалды шешім қабылдау мүлде болмайды. Мысалы, бойдағы қорқыныш сезімі қауіпсіздігімізді арттыруға итермелейді. Ашу өзінің және жақындарының мүдделерін қорғау үшін қажет. Қайғы талдауды талап ететін іске, оқиғаға назар аударуға көмектеседі. Қуаныш шығармашылық ойлауды дамытады және стереотиптен шығуға ықпал етеді. Адамға қызғаныш сезімі қорғаныс үшін керек. Айналадағы таныстарыңның жетістігі мен ақшасын артықшылығын күндесең, бұл сезімді жөнсіз қолданған боласың. Ал қызыңды, әйеліңді, қарындасыңды арам пиғылды пенделерден қызғану жақсы қасиет. Еліңнің байлығын көпек-көрнеу тонап жатқандарды көріп, соны қызғанасың. Онда сезімді орнымен қолданған боласың. Алла мұндай сипаттағы қызғанышты табиғи қорғаныс үшін берген. Ал бойыңда мұндай қызғаныш сезім мүлде жоқ болса, онда ынжық, намыссыз, қара басын ғана ойлайтын өзімшіл пенде болып шыға келесің. Жек көру деген сезім бар. Оны жаман деуге асықпайық. Иә, орынсыз, лайықсыз қолданып, өзіңе ұнамайтынның бәрін жек көрсең, ол жаман. Ал ұрлық, зина, жемқорлық, мақтангершілік, қиянатты жек көрмесең, кім болғаның? Айналаңдағы орын алып жатқан әділетсіздікті жек көре алмасаң, қоғам алдындағы жауапкершілігің қайда? Ендеше жек көру түгелдей жаман емес. Түрлі сезімдердің бой көрсетуі адам мінезінің табиғи көрінісі. Бірақ сезім қате әрекетке түрткі болмауы тиіс. Мысалы, барлық адамда ашулану сезімі бар. Бұл түрлі жағдайда көрініс тауып жататын табиғи құбылыс. Бірақ ашу сезімі бізді айналамызға дөрекілік таныту, қол жұмсау секілді қате әрекеттерге итермелеуіне жол бермеу, ашуды онымен һәм өлшеммен қолдана білу өз қолымыздағы дүние. Міне осы жерде эмоциялық зердесі дамыған адам мен одан мақұрым жандардың айырмашылығы білінеді. Байсалды бол. Байсалдылық мінезге бай болудан шығады. Эмоцияның ықпалына ұрынбай, жеткен ақпарат пен тап болған жағдайды әбден елеп, екшеп, жан-жақты зерттеп, ой елегінен өткізіп барып әрекет ету байсалдылыққа жатады. Адамның миын зерттеуші мамандар мидағы эмоция мен рационалды интеллектіге жауап беретін нейрон жүйелері бір-бірінен бөлек болғанымен өзара тығыз байланысты екендігін дәлелдеуде. Алла тағала адамды қауіп-қатерден сақтандыру үшін оған қорқыныш, ашу секілді сезімдер беріп, сақтану қабілетін оятқан. Қауіп-қатер туындаған жағдайда мидың эмоцияға жауап беретін орталығы қалған бөлігін тіпті рационалды ойлау орталығында басқарып, әрекетке көшеді екен. Төтенше жағдайдағы ақпарат ең әуелі адамның эмоцияға жауап беретін көмкерме миына түскеннен кейін ғана рационалды ойлау орталығына тарайды. Демек, префронталды ми эмоциялық импульстерді бақылау мүмкіншілігіне ие болғанымен, сол сәтте эмоция ықпалы ақылға қарағанда анағұрлым күштірек. Мұндайда бірден реакциялық әрекетке бармай, эмоциялық импульстер ықпалының тарқағанын күтіп, ақпаратты объективті түрде сараптап болғаннан кейін, оқиғаға қатысты ең дұрыс шешім шығару байсалдылық. Қазақтың ашу дұшпан, ақылдос дейтіні осы. Құранда ең көп айтылған қасиеттің бірі сабыр және байсалды болудың маңыздылығы. Алла елшісі саллаллаху уассалам бір хадисінде нағыз сабыр алғашқы соққы жасалған сәтте сабыр сақтау екендігін ескертеді. Алғашқы соққы дегеніміз адамның басына түскен қиын жағдайдың әуелгі сәті. Сондай-ақ оны эмоциялық импульстің алғашқы әсері деп те түсінуге болады. Жұмыстағы басшыңыз сізге дауыс көтеріп, орынсыз ұрыса бастады. Мұндай жағдайда не істейсіз? Бірінші, басшыңызды үнсіз тыңдайсыз, іштей ренжисіз. Екінші, басшыңызға қарсы шығып, сіз де дауыс көтеріп айқайлайсыз. Үшінші, сабыр етесіз, басшыңыздың ашуы тарқағанын күтесіз. Ыңғайлы уақытта барып,
дұрыс сөздер мен қателіктің қай жерден кеткендігін түсіндіріп, кінәлі емес екеніңізді жеткізесіз. Әрине, эмоциялық зердесі дамыған байсалды жан үшінші нұсқа бойынша әрекет етеді. Кідіріс жасап үйрен. Көңіл күйдің адамға әсерін анықтау үшін мынадай зерттеу жасалыпты. Адамдарды екі топқа бөліп, біріншісіне эмоциялық қайғылы, ал екіншісі адамға қатты әсер етпейтін фильм көрсетеді. Сосын әр топты екіге бөліп, жартысына сатушы, ал қалған жартысына сатып алушы міндетін жүктейді. Сатушылардан тауарды қандай бағаға сататындықтарын, ал сатып алушылардан дәл сол тауарды қанша бағаға сатып алатындықтарын сұрайды. Зерттеу нәтижесі қызық. Қайғылы фильм көрген сатушылар көңіл күйлері бір қалыпты екінші топтағыларға қарағанда 30% арзанға сатып салуға дайын болған. Ал сатып алушылардың қайғылы фильм көргендері де тауарды екіншілеріне қарағанда 30% қымбатқа сатып алуға келісімін берген. Бұдан шығатын қорытынды, адамның көңіл күйі, бастан кешіріп отырған эмоциялық жағдайды сауданың бағасына кез келген маңызды шешімге тікелей әсер ететіндігі. Сондықтан, көңіл күйдің жоғары не төмен кезінде сауда-саттық жасамауды, маңызды шешімдер қабылдамауды үйреніңіз. Маңызды кездесулердің алдында өзіңіздің көңіл күйіңізді үнемі барлап отырыңыз. Егер көңіл күйіңіз орнында болмаса, кідіріс жасап, эмоцияңыздың орнығуын күтіңіз. Маңызды шешім қабылдаудың алдында эмоцияңызды бақылаудың жолдарын қарастырыңыз. Мысалы, далаға шығып серуендеңіз, терең тыныс алып жаяу жүріңіз. Маңызды ұсыныс пен пікір білдіретін адамыңыздың алдын ала көңіл күйін барлап алған жақсы. Қобалжып тұрған немесе ашулы жағдайда ол адам сіздің ұсынысыңызға иә демейтіні анық. Кейбір кісілердің бастықтың көңіл күйі бүгін қалай деп алдын ала сұрап жататыны сондықтан. Ашу дұшпан. Ашу деген ағын су, алдын ашсаң арқырар. Ақыл деген дария, алдын тоссаң тоқырар. Әйтеке би. Біз күнделікті өмірде күйзеліске түсетін түрлі жағдайға тап боламыз. Кейде орынсыз алаңдаушылыққа беріліп жатамыз. Жағымсыз жаңалық естіп-ақ күйзеліске түсіп кетуіміз мүмкін. Ашуланғанда немесе қобалжығанда адам денесінде физиологиялық бір қатар өзгеріс орын алады. Мысалы, тынысы тарылып, дем алысы мен жүрек қағысы жиілейді. Қан айналымы жылдамдап, бұлшық еттер жиырылады, дене қызуы көтеріледі. Осындай сәттерде байсалдылық танытып кідіріс жасаңыз. Бастан кешіп отырған сезім неліктен туындағанын ойлаңыз. Егер бұл стресс, ашу сезімі болса, 5-10 минут жалғыз қалып, аяғыңызды нық басып терең тыныс алыңыз. Тыныс алып баяу шығару арқылы жүйкеңіз тынышталып, санадағы өзгеріс қалпына келеді. Сананы қалыпқа келтірудің төте жолы тәндегі өзгерісті қалпына келтіру. Ашу стрессті өткізіп, эмоцияның ықпалы басылған соң, көңіл күйіңізді толық бақылауға алып, жағдайға қатысты ең дұрыс шешім қабылдап, сол бойынша әрекет етіңіз. Мұндай кезде салқын су ішкен пайдалы. Сондай-ақ сумен жуыну арқылы ашуды азайтуға болады. Алла елшісі ашу шайтаннан, ал шайтан оттан жаратылған. Отты су өшіреді. Сондықтан ашуды дәрет алу арқылы басыңдар деген. Демек, ашу қысқасында салқын сумен беті-қолымызды жуу немесе дәрет алған пайдалы. Су бойымыздағы жағымсыз энергияны босататыны белгілі. Қазір кейбір адамдар ашуланған сәтте жата кетудің пайдасын айтып жүр. Ашуды ауыздықтауға қатысты бұл техниканы Алла елшісі Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам хадисінен де кездестіреміз. Хадисте ашуланғанда тұрып тұрсаңдар, отырыңдар. Ашуларың сонда да қайтпаса, жантая кетіңдер. Тіптен болмаса жатыңдар делінген. Ашуланған сәтте түрегеп тұрған адамның бойындағы адреналин, кортизол гормондары аз уақытта 3 есеге көбейетіні көрінеді. Ал отырғанда немесе жатқан кезде бұрынғы қалпына келеді екен. Адам денесіндегі физиологиялық бұл өзгерісті қалпына келтірудің жолын көрсеткен Алла елшісінің бұл хадис мұғжизасы болмақ. Ашуланған сәтте сыртқа шығып, серуендеп немесе спорттық жаттығулар жасауға да болады. Эмоциялық жарылыстың алдын алу жолдары. Ішкі әлемдегі тыныштық бұзылғанда жүйке сыр беріп, адам ашуға тез бой алдырады. Сондықтан ең әуелі ойыңызды реттеңіз. Мазалап жүрген мәселелерді тезірек шешіп,
бір жақты етуге тырысыңыз. Шал ақын Құлекеұлы ашуланшақ келеді жарлы кісі демекші, қарыздарыңыз болса тезірек жабуға әрекет етіңіз. Өсіммен қарыз алудан қашыңыз. Сондай-ақ ұйқыға мән беріңіз. Ұйқысы қанбаған адам ашуланғыш келеді. Мүмкіндігінше күнделікті таза ауада серуендеуді дағдыға айналдырыңыз. Тыныш ортада терең тыныс алып, деміңізді баяу шығару арқылы бойды босататын жаттығулар жасап тұрыңыз. Тыныштыққа бөлейтін Құран сүрелерін, релакс әуендер тыңдауды әдетке айналдырыңыз. Көңіліңізді көтеріңкі ұстаудың жолын қарастырыңыз. Киноға, театрға барыңыз, табиғатта серуендеңіз, ән айтыңыз. Оңаша жерде қатты айқайлап, іштегі эмоцияны шығарып тұрған пайдалы. Тағы бір айта кететін мәселе, тоқ ішектегі түрлі токсинге толып қалған адам ашуға тез бой алдырады. Себебі тоқ ішек пен мидың арасында тығыз байланыс бар. Серотонин гормонының, қуаныш гормонының шамамен 80-90% осы тоқ ішектегі нерв клеткаларында қалғаны мида. Тоқ ішек пен асқазанымызда шамамен 100 миллионға жуық нерв клеткасы бар. Сондықтан сауатты тамақтануға, ішегіңіздің микрофлорасына күтім жасауға көңіл бөліңіз. Сондай-ақ қалқанша без қызметі бұзылып, гормон көп бөлінсе, денеде зат алмасу күшейеді, жүрек соғуы жиілейді, қан қысымы көтеріліп жүйке қозады. Нәтижесінде адам тез ашуланады және терлегіш болады. Сондықтан дәрігерге қаралып, қалқанша без қызметінің қалыпты жұмысын назарда ұстаған жөн. Күнделікті денеңізде қажет мөлшерде су ішіңіз. Денеде су жеткіліксіз адам ашуланшақ келеді. Себебі қан қоюланғанда миды қажет деңгейде қоректендіре алмағандықтан ми осы олқылықтарды толтыру үшін қанның айналымын жылдамдатады. Бұл өз кезегінде қан қысымының көтерілуіне және бас ауруына себеп болады. Ашулы кезде су ішкен өте пайдалы. Дененің құрысуын кетіріп, бұлшық еттің жиырылуын тарқату үшін денеңізге ауық-ауық массаж жасатып тұрыңыз. Моншаға барыңыз. Қақтығысып немесе жанжалдасып қалуың мүмкін жерден аулақ жүріңіз. Әзіреті Омарға бір кісі келіп, «Әй шай жоқ, әй Омар, сен бізге неге молынан бермейсің? Сен бізді әділдікпен басқарып отырған жоқсың», деп шүйлігеді. Халифа Омар ашуға міне бергені сол еді. Жанында отырған Әл-Хур ибн Хайс, «Уа, мұсылмандардың басшысы, Алла тағала Құранда пайғамбарына кешірімді бол, жақсылыққа шақырып, жамандықтан тый, надандардан жүзіңді теріс бұрып аулақ жүр» деген. Бұл кісі сол наданнан емес пе? Деді. Әзіреті Омар оқылған аяттың талабына мойынсұнып, сабыр сақтады. Өйткені Омар қандай жағдай болса да ақиқатқа бірден тоқтайтын еді. Ішке жұтылған эмоция зиянды ма? Ашулы эмоцияны сыртқа шығармай, іште тұншықтыру денсаулыққа зиянды екені айтылып жүр. Бұл рас. Ашу ызаны дер кезінде тізгіндеу, оның теріс әсерінің алдын алу үшін аса қажет. Бірақ жұтылған эмоция өкпе реніш күйінде булығып, іште қалып қоюы бар. Жиналған жағымсыз эмоция кейін жарылып сыртқа шығуы, денсаулыққа кері әсер етуі әбден ықтимал. Осының алдын алу үшін әуелі сізді ашуландырған кісіні шын көңілмен кешіруге тырысу керек. Кешіре білген кезде негатив эмоцияның әсері жойылады да, іштегі реніш өкпе тоқтайды. Түсінігіміз қаншалықты мол болса, кешіру де соншалықты оңай. Екіншіден, сені ашулануға итермелеген адамға арнайы дұға жасап, ізгі тілек тілеу. Мұның хикметі кешірдім деп тілмен айтқанымызбен көңіліміз кешіре алмай ұзақ жүріп қалады. Осындай сәтте дұғаның көмегі қажет. Сені ренжіткен адамға деген ізгі дұғаң күннің нұрлы сәулесі мұзды еріткендей, іштегі өкпе ренішті жойып жібереді. Өйткені жүректе өкпе реніш пен ізгілік қатар өмір сүре алмайды. Құранда жұмаққа лайық жандардың жақсы қасиеттері жайлы айтылғанда, олар ашу ызасын жұтады һәм адамдарды кешіреді делінсе, басқа бір аятта Мұхаммед ﷺ пайғамбарға оларды кешір әрі Алладан олар үшін кешірім тіле деп бұйырылған. Өкпе реніштен құтыл, кешірімді бол. Нағыз кешірім есеп айырысуға, жазалауға шамаң жете тұра кеңшілік жасауың.
Біз айналамыздағы адамдардан өзіміз қалаған қарым-қатынасты, өзіміз құп көрген байланысты күтеміз. Ағайыннан, жора жолдастан достық туысқандықты дәнекер етіп, өзімізге тиімді нәрсені қалаймыз. Ал күткеніміз болмаса ренжиміз, көңіліміз қалады. Сондықтан ешкімнен еш нәрсе күтпеуді үйрен. Тіпті әлдебіреуге жасаған жақсылығыңның қарымын да, алғысын да күтпе. Кезінде оған көмектесіп едім, оның маған жасағанын қарашы деп, өкпен қара қазандай болып ренжисің. Көңілің қалып күйінесің. Лұқпан Хакім екі нәрсені ұмыт, біреуге жасаған жақсылығыңды, біреудің саған жасаған жаманшылығын деген екен. Құранда жақсылыққа жаны құштар ізгілердің бұл жақсылығымыз үшін сендерден ешқандай қарымта да алғыс та күтпейміз дейтін мәрт үкімі айтылған. Айналадағы кез келген адамға періште емес, пенде ретінде қарап үйрен. Жақсы қасиеттерімен қатар қателігі артықшылығымен қоса ағаттығы бірге жүретін ет пен сүйектен жаратылған кәдімгі пенде екенін біл. Адамның Алла жаратқан әу бастағы табиғаты осындай. Кім болса ол болсын. Тіпті ғаламат данышпан ғажайып тұлға болса да, оларға пенде ретінде қарай білсең, ешкімге бас ұрмайтын боласың. Яғни оның қателігі қылаң беріп, теріс айналса түңілмейсің. Кешірімді болуға тырысасың. Ренжісең де кешіре білесің. Қапалансаң да қателігін ұмыта аласың. Өйткені ол пенде. Сен де пендесің. Мінсіз Алла күнәһар пендесін кешіргенде, пендені неге кешірмеске? Кешіре алмайтын адам ішінде беріш болып қатып қалған өкініш ренішпен өмір сүруге мәжбүр. Мұндай жан өмірге риза емес адамның көзімен қарайды. Санасы теріс пікірлердің, миы негатив ойлардың жетегінде кетеді. Мінезінде агрессия бой көрсетеді. Өткенді ұмыта алмай, көкірегі тұншығады, ызаға булығады. Өмірдің қарапайым қуанышынан қағылады. Тепе-теңдікті сақтап, жүйелі ойлауды жоғалтып алғандықтан қате пайымдарға ұрынады. Өмір жолында кездескен адамнан баяғы өзін ренжіткен пенденің бейнесін, опасыз сұлбасын ғана көреді. Әр адамнан секем алып, ешкімге сенбейтін күдікшіл күйге түседі. Дастан көңілі қалса әлемде адал достық бар дегенге сенбейді. Ер азаматтан опық жесе барлық ер адамды опасыз санайды. Көкірегі реніш пен өкпеге толы мұндай халдегі адамның бақытты болуы жасампаз жанға айналып жетістікке жетуі мүмкін бе? Әрине жоқ. Олай болса кешір. Сен кешіруге лайықтысың. Сені ренжіткен, көңіліңе қаяу салған адамның деңгейіне түсіп, оған ренжіме. Ондай жандарға әрдайым биіктен қара. Сонда ол адамға ренжімек түгілі жаның ашып аяйтын боласың. Иә, сенің көңіліңе қаяу салған адам дәл осы халіне бірден келе салған жоқ. Оның осы уақытқа дейін алған тәрбиесі, өскен ортасы, араласқан адамдары, басынан өткен тағдыры осы жағдайға алып келді. Бәрін түсінген адам бәрін кешіре алады демеуші ме еді? Олай болса кешірімді бол. Барлық нәрсе өткінші. Сен де ол да мына дүниеде мәңгі емес. Ендеше жалған дүние жауласуға тұрмайды. Абайдың дәмі қайтпас, бұзылмас тәтті бар ма? Бір 5 күннің орны жоқ аптығарға. Қай қызығы татиды қу өмірдің? Татуды араз жақында жат қыларға дегені қандай мәнді сөз. Жаназада тұрған имам алдында жатқан мәйіт жайлы, мына дүниеде қайсы біріңізді біліп-білмей ренжіткен болса кешіріңіздер дегенде жамағат кешірдік дейміз. Қайтыс болған адамды ақыры кешіреді екенбіз. Онда бір-бірімізді тіріде кешірейік. Кешірімнің мәні артсын. Әлем әдемілікке, мейірімге бөленсін. Рас, кейбір кісілер сенің кешіріміңе мүлде лайық емес. Бірақ сен кешіруге, бойыңды реніш пен өкініштен, кек пен өшпенділіктен арылтуға лайықтысың. Көкірегіңді ыза мен ашудан босатуға міндеттісің. Жүйкеңді жұқартпай, денсаулығыңды сақтауға тиіссің. Кешірім ең әуелі қарсыңдағы адамға емес, өзіңе қажет. Осыны ұмытпағын. Иә, кешіре алмайтын, жаныңа жазылмайтын жара салған аса ауыр қиянат айтуға ауыз бармайтын зұлымдықтар да болады. Мұндай залымды заңмен жазала. Оның ыңғайлы келмесе, жазалаушы жаратқанның бар екендігін әсте естен шығарма. Бұл дүниеде болмаса, ана дүниеде. Мына дүниеде жалғанды жалпағынан басқандар
міндетті түрде қиямет күні ұлы төрешінің құзырында әділ жазаланатындығына иман келтір. Ақырет сол үшін бар. Есесі кеткен жандардың есебін түгендеу үшін бар. Сондықтан қиянатшыл пенделерді Алланың әділдігіне аманатта да ойыңды ыза мен кектен босат. Қалған өміріңді өкініштің қараңғы қапасына қамай көрме. Сенің бұл дүниеде одан алған өшің сол болсын. Мынаны ұмытпағын. Өзіңе жасалған жамандықты кешіруге хақың бар. Ал қоғамға, басқа адамға жасалған қиянатты кешіруге құзыретің жоқ. Тіпті жаратқанның өзі таудай күнәларды кешірсе де, кісі ақысын мойнына арқалаған пендені ақысы желінген адам кешірмейінше кешірмек емес. Алла елшісі саллаллаху уассалам өзіне жамандықтың неше атасын жасап, опасыздықты танытқандарды кешіре білді. Бұл оның мейірімділігі. Бірақ қоғамға қиянат жасағандарды бірден жауапқа тартты. Бұл оның әділдігі. Жүректің емі кешірімде. Кешірімнің шешпейтін түйіні жоқ. Ал кешірім кілті адамдарды түсіне білуде. Кең жүрек, мәрт мінезде жатыр. Ақыл, қайрат жүректі бірдей ұста. Жақсы адамның ақылы жүрегінде, жаман адамның ақылы білегінде. Мақал. Ғылымдағы кейінгі жылдары ғана пайда болған эмоциялық зердені Хакім Абай бір ғасыр бұрын дөп басып айтып кеткеніне таңғалмасқа шараң жоқ. Ол кісі 1889 жылы жазған өлеңі арқылы эмоциялық зерденің үш негізін көрсетіп, түйінді өзегін тарқатып берді. Әуелде бір суық мұз ақыл зерек, жылытқан тұла бойды ыстық жүрек. Тоқтаулылық, қалыпты шыдамдылық, бұл қайраттан шығады, білсең керек. Ақыл, қайрат жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден бөлек. Жеке-жеке біреуі жарытпайды, жол да жоқ, жарым есті жақсы демек. Ақылда ашу да жоқ, күлкі де жоқ, тулап қайнап бір жүрек қылады әлек. Біреуінің күні жоқ, біреуінсіз, ғылым сол үшеуінің жөнін білмек. Абай адам сезімдерінің қайнар көзі ретінде жүректің маңыздылығына, кез келген ақпаратты сараптаушы ретінде ақылдың рөліне назар аударады. Сондай-ақ жүрек пен ақыл ықпалдаса жұмыс істеп, дұрыс нәтижеге қол жеткізу үшін қайраттың қажеттілігін сөз етеді. Тоқтаулылық, қалыпты шыдамдылық, бұл қайраттан шығады, білсең керек деген сөздері арқылы қайратқа басқаша анықтама береді. Оның негізгі қызметі ретінде ақылды толықтай сезім жетегіне жібермес үшін қалыпты жағдайды сақтауды, шыдамдылық пен кідіріс жасап, тоқтай білуді айтады. Абай ақыл, қайрат жүректі бірдей ұстаған адамның есі толық болатындығын, ал біреуі кем болған жағдайда ақыл өзінің функциясын толық атқармағандықтан жарымес дәрежесіне түсетіндігін, жеке-жеке біреуі жарытпайды, жолда жоқ жарыместі жақсы демек деп айтады. Ал шәкәрім данышпан ашу жеңсе адамда ақыл қалмас, ой ойланып орынды іс қыла алмас. Болмай соған бойыңды тоқтатып ал, ыза менен мастықтың түбі жалғас деп, ашуға ерік берген адамда ақыл болмағандықтан ойланып орынды іс жасамайтындығын ескерткен. Ашу ызаға ұласса, қате істердің жалғасатындығын білдірген. Бүгінгі зерттеулер дәлелдегендей, басым көпшілік қылмыс пен өкінішті жағдайлар ашудың алғашқы 20 секундына орын алады екен. Демек, кемел адам болу үшін ақыл, қайрат жүректі бірдей ұстау қажет. Абай өзінің «Малға достың мұңы жоқ, малдан басқа» деп басталатын өлеңін аяғын «Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті, ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек» деп түйіндейді. SQ рухани интеллекті. Абайдың ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұстау үштік формуласы бүгінгі ғылым әлемінде кеңінен таныла бастаған. EQ, яғни эмоциялық зердемен қатар, SQ рухани интеллектіні де қамтиды. Әсілінде адамның рухани байлығы болмаса, оның алған терең білімі де, мықты эмоциялық зердесі де толыққанды жұмыс істемейді. Яғни SQ болмаса IQ, EQ-дің пайдасы аз. Абай ақылды суық және нұрлы ақыл деп екіге бөледі. Ақыл неліктен суық мұз? Өйткені махаббаттан, әділет пен ынсаптан, жұрдай жалаң ақыл эгомыздың жетегіне кетіп, қара бастың қамынан аса алмайтын, өзімшіл,
Ақты қара, жалғанды шындай етіп көрсететін алпыс айлалы қуға айналады. Мейірімнен жұрдай суық ақыл оқ болып атылып, бомба болып жарылуы мүмкін. Сондай-ақ жүректен қолдау таппаған жалаң ақыл көбіне қорғанысты таңдайды. Сондықтан қара бастың қамын ойлап, басқа үшін сауапты іс қылудан тартынады. Кедейліктен қорқып, жомарттыққа жоламайды. Қорғанысты таңдағандықтан үйреншікті әдеттердің артына тығылады. Қауіпсіз аймақтан шыққысы келмейді. Тәуекелден қашады. Демек, ақыл әрқашан ақиқатты дөп басып тауып, адамды әркез дұрысқа жетелей алмайды. Оған дәлел кешегі дұрыс деген талай көзқарастың бүгін бұрыс немесе қате деген істің бүгінде керісінше болып жатқандығы. Тарих беттерінде әртүрлі пікірталастың, түрлі измдердің көрініс табуы. Абай 17-ші қара сөзінде ақыл қайрат жүректің айтысына ғылымды төрелік еттіреді. Ғылым айтады: «Ей ақыл, сенің айтқандарыңның бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсе табылмайтындығы да рас. Жаратқан Тәңіріні де сен танытасың, жаралған екі дүниенің жайын да сен білесің. Бірақ сонымен тұрмайсың, амал да, айла да бәрі де сенен шығады. Жақсының жаманның екеуінің де сүйенгені сенгені сен. Екеуінің іздегенін тауып беріп жүрсің, соның жаман» деп. Ақылдың жақсы мен жаманға да сүйеніш екендігін, жылы жүрексіз ақиқатқа бастай бермейтінін білдіреді. Абай суық ақылға жылу беретін құдірет жүрек дейді. Демек, жүрекпен жылынған құдайлық уахидан нәр алған ақыл ғана нұрлы болмақ. Ал ақылды жылытатын жүрек қасиетті қандай? Бұл өте ауқымды мәселе. Абайдың жүрегі денедегі қан айдайтын бір жұдырық ет емес. Рухымыздың негізгі тетігі рухани жүректі айтып тұр. Абай бұл жайлы: «Тірі адамның жүректен аяулы жері бола ма? Біздің қазақтың жүректі кісі дегені батыр кісі дегені». Онан басқа жүректің қасиеттерін анықтап біле алмайды. Рахымдылық, мейірбандылық, әртүрлі істе адам баласын өз бауырым деп, өзіне ойлағандай оларға да болса игі еді демек, бұлар жүрек ісі дейді. Рухани жүрек мейірім, рахым, әділет, ынсап, хикмет, сезім секілді көптеген қасиеттің бұлағы. Кірленбеген жүрек қана өзінің нұрландыру функциясын толық атқара алады. Абай іштегі кір тазарғанда адам жүрегінің көзі ашылатындығын, ал көзі ашылса, хақтықтың, яғни дұрыс шешім, пәтуалы ойдың, терең хикметтің сәулесі түсетіндігін айтады. Жүрек көзі ашылса, хақтықтың түсер сәулесі, іштегі кірді қашырса, адамның хикмет кеудесі, наданның көңілін басып тұр қараңғылық пердесі, ақылдан бойы қашып тұр ойында бірақ шаруасы. Байқағанымыздай, хакім Абай ақыл арқылы сезімді бақылауды ғана емес, жүрек арқылы ақылды жылытуды да, оған дұрыс бағыт беруді қозғайды. Жүрек сезім мекені, ниетіміздің құбыласы. Ендеше жүректің таза болғаны аса маңызды. Сонда ғана ақыл әділ түрде екшеп-текшейтін, ақ пен қараны ажырата алатын функциясын дұрыс атқаратын болады. Атақты Нұртуған жырау жүрек тазалығының маңыздылығы жайлы былай дейді: «Жаралған жүрек таза әуел бастан, сақтанып таза ұста бала жастан. Ноқаттай жүрегіңе күршік түссе, ойыңа ол ұлғайып кірер тастан. Қарайған жүрегіңде болса татың, жоғалар ынсап мейірім махаббатың. Жүректі қара ниет жайлап алып, айналар тойымсызға қанағатың. Өзімшіл адамдыққа нәпсі масыл, зұлымдық сол үйретер айла тәсіл. Жаралған бойыңдағы бар мүшеңнен, таза ұстай білсең егер жүрек асыл». Жүректі өте қиын таза сақтау, оған жат зорлық, қулық, арбап алдау, арамдық, жалғандықты ол сүймейді, мақсаты таза жүрек арды жақтау. Махаббат, мейірім, ынсап, қанағаттық, ар, ұят, қайрат, жігер, сабыр, сақтық, таза ой, таза ақыл, таза ниет, сақтайтын осыларды жүрек сандық. Өнерің пайда берсін наза болмай, біреуге өтіп, біреуіне қаза болмай. Не түрлі шығар жаннан кереметті, жүрегің қабыл алмайды таза болмай. Абай 43-ші қара сөзінде жүректі мақтаншақтық, пайда күнемдік, жеңілдік, салғырттық, бұл төрт нәрсемен кірлетпей таза сақтаса, сонда сырттан ішке барған әр нәрсенің суреті жүректің айнасына анық, раушан болып түседі.
Егер де бағанағы 4 нәрсемен жүректі кірлетіп алсаң, жүректің айнасы бұзылады дейді. Рас, айнаны кір шалса немесе шытынаса, оған шағылысқан заттарда сондай кір, қыңыр, қисық көрінетіні секілді. Жүрек айнасы кірлесе, кез келген болмысты өз мәнінде шынайы бейнесінде көрсете алмайды. Ақыл дертті жүректің жетегінде кетіп, ықпалына түссе, өз функциясын толық атқара алмай, тек нәпсі қалауына ыңғайлы аргументті жинайтын күйге түседі. Жүрегінде мейірімі жоқ қатыгез адамның әрекеттері мен шешімдері қатал болатыны сондықтан. Жүрекке әбден сіңіп, беріш болып қатып қалған қызғаныш, тәкаппарлық, мақтаншақтық, реніш, дұшпандық секілді сипаттардан жүректі тазартпасаңыз, ақыл солардың жетегінде кетеді. Мысалы, қымбат көлік сатып алдыңыз делік. Не үшін деген сұраққа ақылыңыз оның қажеттігін алға тартты. Логикаңыз керектігін құптап тұр. Ал негізгі себеп жүрегіңіздің түкпіріндегі жасырынып жатқан мақтан көлік шығар. Бәлкім, ауылдасың туған туысың алдында баяғы есеңіз кеткен есеп айырысу болар. Әне бір сыныптасыңызды ұнатпайсыз делік. Көрсеңіз қояншығыңыз ұстайды, жек көресіз. Ол не істесе де құптамайсыз. Отырса опақ, тұрса сопақ. Мұның түпкі себебі әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, іштегі қызғаныш сезімі. Өйткені ол мектепте сізден төмен оқыған болатын. Ал сіз оқыған университеттің табалдырығында аттаған жоқ. Сөйте тұра, өмірде сізден ілгері, сізден тұрмыс жағдайы жақсы, айналасына сізден сыйлы. Жүректегі қызғаныш сіздің ақылыңызды билеп алғаннан кейін логикаңыз тек жаман жағын іздеп, сыңар езу дәйектерді алға тарта бастайды. Қайсы бір істі жасаудан бас тарттыңыз делік. Логикаңыз оның қажет еместігіне үкім берді. Бірақ бұл шешіміңізге негізгі түрткі ішкі қорқыныш сезімі болуы ықтимал. Іштегі қорқыныш тұрған кезде ақылыңыз да сол сезімге қарай шешім қабылдауға құмбыл. Ал шешімнің логикалық жағын толтыру ақыл үшін түк те емес. Байқадыңыз ба? Көптеген іс-әрекетіміз бен шешіміміздің негізгі түрткісі жүрегімізде әбден орнығып алған сезімдеріміз. Ендеше сезімдер мекені жүректі таза ұстау. Ондағы мейірім, рақым, әділет, батылдық секілді қасиеттердің көзін ашу арқылы іс-әрекетімізді реттеп, шешімімізді дұрыс бағытқа бұра аламыз. Абай 17-ші қара сөзінде ақыл қайрат жүректі бірдей ұстаудың маңыздылығын һәм бәрін жүрекке билетудің қажеттігін, осы үшеуін басын қос бәрін де жүрекке билет дейді. Жүрек пен нәпсі. Жүрек пен нәпсі адам баласы рухани болмысының екі маңызды механизмі. Жүрек ар-ождан, мейірім, махаббат мекені. Даналық, әділдік, шафқат, жомарттық секілді жақсы қасиеттердің бәрі жүректен шығады. Ал нәпсі болса адам бойындағы күллі құмарлық сезімдермен ашу-ыза, жек көру, қанағатсыздық, қызғаныш, мақтаншақтық, тоң мойындық секілді жағымсыз сипаттардың қоздырушы күші һәм шайтанның адамға ықпал ету тетігі болмақ. Құранда сөзсіз нәпсі жаманшылыққа бұйырушы делінеді. Адам ақылы мен дене ағзалары жүрек пен нәпсінің қайсысы күшті болса соның ырқында болады. Жүрек күнәмен кірленіп, қарамқорекпен қарайғанда әлсірейді де нәпсі күшейеді. Мұндай кезде ақыл мен тән тізгінін нәпсі иемденеді. Ендігі жерде адам ақылы әр нәрсенің жаман жағын ойлауға бейім болады. Көзі күллі нәрсені көлеңкелі тұсын көріп, құлағы қате жағын естуге құмар келеді. Ал аяқ қолы харамға құмбыл тұрады. Жүректі тәубе арқылы тазалаумен ғана нәпсіні тізгіндеп, оның адамға теріс ықпалын азайтуға болады. Нәпсіні өлтіру емес, оны тәрбиелеу қажет. Нәпсіні тәрбиелегенде ол жүрекке көмекші күшке айналады. Бірақ есіңізде болсын, нәпсі қанша тәрбиеленсе де иықты кеңге салып босаңсуға, ырқына жіберуге болмайды. Әйтпесе әу бастағы жаманшылықты бұйырушы нәпсіге айналып шыға келеді. Әділет, шапқат кімде бар? Шайтан әрдайым Құдаймен алысып келеді. Сондағы ұрыс майданы адамның жүрегі. Достоевский. Абай айтқан нұрлы ақылды шәкәрім сау ақыл дейді. Яғни рухани дерттен сау ақыл. Абай 45-ші қара сөзінде адамшылықтың алды махаббат, ғадалат сезім. Бұлардың керек емес жері жоқ. Кіріспей тұғында жері жоқ.
ол жаратқан Тәңіріңнің ісі. Айғыр биеге ие болмақта да махаббат пен сезім бар. Бұл ғадалат. Махаббат сезім кімде көбірек болса, ол кісі ғалым. Сол ғақил дейді. Рас, ақыл дұрыс істі көріп тұрса да, махаббат пен әділдіктен мақұрым кірленген жүректің ықпалымен жамандыққа бет бұрып жататын кездері аз емес. Жүрегі қарайып кетіпті дейтініміз сондықтан. Адам баласының дұрыс шешім қабылдауына, әділетті пікір білдіруіне, қандай да бір істі тура бағалауына кейде жүректегі махаббат сезімі бөгет болып жатады. Абай махаббаттың жанына әділдікті қатар қойып айтатыны бекер емес. Өзіңе ата-ана, туған-туысқа яки қандай да бір жақын адамыңа деген іштегі жақсы көру сезімі көбіне әділдіктен ауытқуға себеп. Мысалы, ана туған баласының қателігін шаң жуытпай ақтап, келінін кінәлі етуі, немесе шешенің қандай қателік жасаса да, қызын жақтап, күйеу баласын даттап шығуы осы әділдіктен ауытқу. Туысқандық махаббаттың әділетті сөзге, қара ақылды қақ жарған төрелікке көлеңке түсіруі болмақ. Қазақтың тура биде туған жоқ, туғанды биден иман жоқ деп мақалдатқаны сондықтан. Құранның Ниса сүресінің 135 аятында «Уа иман келтіргендер, Алла разылығы үшін куәлікке жүргенде, тіпті өздеріңнің ата-аналарыңның және туған-туыстарыңның зиянына болса да, қара ақылды қақ жарған әділ болыңдар. Біреуге жақтасып немесе қарсы куәлік еткендеріңде, мейлі бай, мейлі кедей болсын, туралықтан таймаңдар. Өйткені Алла байға да кедейге де сендерден әлде қайда жақын. Яғни екеуінің де жай-күйін сендерден анағұрлым жақсы біледі. Сондықтан да нәпсіге беріп, әділдіктен ауытқып кетпеңдер. Егер куәлікке тартылғандарыңда тілдеріңді шайнап, міңгірлеп дұрыс куәлік етпесеңдер, немесе куәлікке жүріп, шындықты айтудан бастарыңды ала қашатын болсаңдар, біліп қойыңдар. Алла сендердің не істеп, не қойып жүргендеріңнен толық хабардар делінеді. Жақын адамыңның зиянына болса да әділдіктен айнымауға шақыратын бұл аят қазіргі таңда Гарвард университеті құқық факультетінің кіре берісіндегі қабырғада жазулы тұр. Абай: қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға. Әділет шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға. Бастапқы екеу соңғысыз, біте қалса қазаққа. Алдың жалын, артың мұз, барар едің қай жаққа. Деп ақыл мен қайраттың әділет шапқатсыз қасірет екенін айтқан. Сондай-ақ адамның дұрыс шешім қабылдауына, әділетті баға бермеуіне іштегі реніш пен дұшпандық сезімі де бөгет болып жатады. Айталық, сізді ренжіткен кісінің оған дейін жасаған жақсылықтарын, дұрыс істерін бағаламай, сыңар езулеп, тек теріс пікір білдіру әділдікке жатпайды. Тағы бір мысал. Сіздің өтінішіңізді орындамаған бір бастық бар делік. Бір күні оның орны басқа біреуге керек болғандықтан, әділетсіз түрде қызметінен шеттелді. Осыған қарамастан, оған деген іштегі өкпе реніш кесірінен қызметінен босатылыпты деген жаңалықты естігенде сауап болыпты. Өзіне де сол керек еді деп қуанышпен қабылдадыңыз. Көрдіңіз бе, сіздің қуанышыңыз бұрынғы өкпе реніш салдарынан туындап отыр. Сондықтан әділетсіздікті қолдап отырсыз. Құранда қандай да бір қауымға, топқа, адамға деген іштегі өкпе реніш, дұшпандықтардың әділдіктен тайдырып жібермесін. Әділдіктен таймаңдар, өйткені ол тақуалыққа ең жақын іс, делінген. Алла елшісі саллаллаху уассалам: адам бойында бір кесек ет бар. Сол бұзылса, бүкіл дене бұзылады, ал оңалса, барлық дене оңалады. Біліп қойыңдар, ол жүрек дейтін хадисі жүрек тазалығының маңызы жайлы түсіндіруде. Жүректеріңді тыңдаңдар дейтін хадис тағы бар. Ендеше жүректің ақылды нұрға бөлеп, ізгілікке бұрылуы үшін оның түрлі дерттен сау, махаббатқа толы жүрек болуы міндетті. Ал оның жолы руханият. Кемелдіктің кілті осы жүректен өтеді. Жүрек неліктен қараяды, қандай себептен қатаяды? Алла елшісі бір хадисінде жүрек күнәлар кесірінен қараятындығын айтқан. Яғни, кісі күнә жасағанда жүрегінде қара дақ пайда болады. Күнәдан тыйылып, кешірім сұрап тәубе етсе, жүрек
қайта қалпына келіп жарқырап шыға келеді. Ал күнә жасауды әрі қарай жалғастыра берсе, қара дақтар көбейіп, жүректі тұмшалап тұтастай қараяды. Міне, бұл құрандағы олардың жүректері жасаған күнәлар кесірінен қарайып, тот басты делінген жүректің жағдайы. Кез келген жүрекке сіңген күнә бейне бір тіске түскен құрт тәрізді. Тістегі құртты тазалап, ендетпесеңіз көбейіп, уақыты келе тісіңізді түгін қалдырмай кеміріп шірітеді. Тіпті басқа тістерге шабуыл жасайды. Жүрекке түскен қара дақ та дәл солай. Мысалы, бір кісіні қатты ренжіттіңіз делік. Жүрегіңізде қара дақ пайда болды деген сөз. Егер қатеңізге өкініп, кешірім сұрамасаңыз, қара дақ жүректе қалып қояды да, айналаңызды ренжіткен сайын көбейіп, ұлғая бастайды. Онымен қоймай, жүректегі мейірім секілді жақсы қасиеттеріңізді әлсіретеді. Уақыт өте келе біреуді ренжіту сіз үшін қалыпты жағдайға айналады. Тіпті өзіңізді ақтауға тырысатын боласыз. Күнә іс қайталанған сайын жүрек қарая түседі. Адамның қайғы-мұңын түсінбейтін, тіпті біреудің жан қиналысын ләззат алатын қатыгез пендеге айналасыз. Сол сияқты бір рет өтірік айттыңыз. Алғашында өзіңізді ыңғайсыз сезінесіз, ұяласыз, бірақ тәубе етіп, күнәңізға өкінген жоқсыз. Қателікті түзетуді ойламадыңыз. Жүректе қара дақ қалып қойды. Келесі жолы өтірік айтқанда, өзіңді ыңғайсыз сезіну былай тұрсын, тіпті іштей мастануыңыз мүмкін. Өтірік тағы бір өтірікке ұласады. Соңында сөзі де, өзі де өтірікші адамға айналасыз. Өтіріксіз өмір сүре алмайтын азаптық жағдайға жетесіз. Міне, көрдіңіз бе? Қателік пен күнәға өкініш білдіріп, тәубе етудің, сол арқылы жүректі таза ұстаудың қаншалықты маңызды екенін. Абайдың «Жүрегіме қарасам, инедейін таза емес» деп, жүрекке назар аударуы тегін емес. Жүрек арам аспенде кірленеді. Ендеше ішкен жегеніміздің адалдығы жүрек тазалығын сақтауда аса маңызды фактор екендігіне мән беруіміз қажет. Жоғарыдағы Абайдың үштік формуласын жеке адамға ғана емес, тұтастай мемлекетке, бүтіндей қоғамға қолдануға болады. Дін, өнер, мәдениет секілді қоғамның руханияты оның жүрегі іспетті десек, рационалды ғылым, білім, оның ақылы, ал кәсіпкерлік пен спорт қайраты болмақ. Мемлекет өзінің жүрегіне, ақылы мен қайратына теңдей көңіл бөлуге тиіс. Бұлардың біреуі ақсаған мемлекеттің, қандай да бір қоғамның толық есті, кемелде келісті ел болатындығын айту қиын. Сондай-ақ балаларымыз жан-жақты жетілуі үшін ақыл қайрат жүрегіне мән беруіміз қажет. Сапалы білім алу үшін жақсы мектепте қажет болса қосымша сабақ алуына жағдай жасай алсақ, ақылын жетілдірген боламыз. Ал баланың икемі бар, спорт түріне шынықтыру арқылы қайратын шыңдайтын һәм ұстамды болып өсуіне ықпал етеміз. Ал рухани, діни тәрбие беріп, музыкалық қабілетін жетілдіру арқылы жүрегін дамытамыз. Сонда балаларымыз жан-жақты жетіліп, Абай айтқан ақыл қайрат жүрегін бірге ұстаған елден ерек толық адам болып өседі. Шахмат үйірмесіне және командалық ойын түрлеріне қатысқан балалардың эмоциялық зердесі жақсы дамиды. Қиыншылыққа шыдамды, мәселені байсалды шешуге бейімді. Командалық жұмысқа икемді, тіл табысу қабілеті жоғары болып жетіледі. Махаббат пен ғадауат майдандасқан. Жүректің ақыл суаты махаббат қылса Тәңірі үшін. Абай. Абай адам болу үшін қажетті 5 асыл істің қатарына рахымды, яғни мейірімді болуды айтады. Бұл бекер емес. Себебі рахым, мейірім күллі жаратылыстың мәйегі. Кез келген жақсы қасиеттің бастауында махаббат, мейірбандық жатыр. Мына әлемнен махаббат бір сәт үзілер болса, күллі ғалам әп-сәтте қараңғылыққа қамалып, хаосқа айналар еді. Мейірім, рақым, жанашырлық, қамқорлық деген ұғымдар атауымен жоқ бір әлемде елестетіп көріңізші. Ешкімнің ешкімге жаны ашымайды, көмек қолын созбайды, ана туған баласына қарамайды, жан-жануар жатырынан шыққан өз төліне шабуыл жасайды. Қара бастың қамы мен қатыгездіктен құралған мұндай әлем тіршілігін жалғастыра ма? Әрине жоқ. Пайғамбар бір хадисінде Алла тағала рахым мен мейірімді 100 бөлік жасады. Оның біреуін ғана жер бетіне жіберді. Сол арқылы бүкіл жаратылыс бір-біріне мейірім көрсетеді. Жан-жануар тұяғымен төлін басып кетуден сақтанады.
Аң-құс та сол рахым арқылы мейірім көрсетеді. Алла тағала рахымның қалған 99-ы арқылы қиямет күні құлдарына мейірім көрсетеді дейді. Рас, құс екеш құсты да балапанын қорғау үшін аң-құстың аузына итерген осы мейірім құдіреті. Ғаламнан Алланың рахым-махаббаты байлансын өссе, аспаннан жауған жаңбыр тамшылап емес, көл болып құйылар еді. Күн шуағын төгіп жылытудың орнына жер бетін қуырып жіберер еді. Жер бесікке ұқсап тербетілмей басқаша қозғалып, өзгеше айналар еді. Демек, мына ғаламды ұстап тұрған Рахман Алланың рахым сипаты. Сол сипаттан көбірек нәсібі болар мейірімді болмақ. Жүрек таза болғанда мейірім ұялайды. Ендеше қатыгездік күннен күнге артып бара жатқан қазіргі әлемде жүрегіңізді зікір, пікір, қайырымдылық арқылы жұмсартуға, мейірімге толтыруға мән беріңіз. Алла елшісі сахабаларынан: бүгін кімнің аузы берік деп еді? Әбу Бәкір: мен деп жауап берді. Бүгін кім жаназаға қатысты дегенде, тағы да Әбу Бәкір мен деді. Ал бүгін мұқтажды кім ішкізіп жегізді деп еді? Әбу Бәкір мен деді. Бүгін кім науқас адамның көңілін сұрап зиярат жасады дегенде, тағы да Әбу Бәкір мен деп жауап берді. Алла елшісі: мұндай жақсы қасиеттер кімде болса, ол адам сөзсіз жұмаққа кіреді деп сүйіншіледі. Мұса пайғамбар бірде: уа Аллам, мен сені қайдан табамын дегенде, Хақ тағала: мені көңілі сынық адамдардың жанынан ізде деп жауап берді. Алла елшісі: жүрегіңді жұмсартқың келсе, мұқтаждарды ішкізіп жегіз, жетімнің басынан сипа деген. Ішкізіп жегізу, бас сипау бір мезеттік іс емес, оны жанашырлық пен мейіріммен жасаңыз. Мұқтаж адам мен жетімнің ұдайы көңілін аулаңыз. Асықпай әңгімесін тыңдаңыз. Бірге отырып тамақ ішіңіз. Сыртқа шығып серуендеңіз. Бірге ойнаңыз. Тіпті ел қатарлы оқып, білім алуына жағдай жасаңыз. Жұмысқа тұрғынына көмектесіңіз. Сонда жүрегіңіз жұмсарып махаббатқа толады. Абай айтпақшы: мазлұмға жанның ашып, ішің күйсін. Қарекет қыл, пайдасы көпке тисін. Көптің қамын әуелі Тәңір ойлаған. Сен сүйгенді сүйді деп ең сүйсін. Жүрекке мейірім ұялағанда, жаратқан үшін күллі жаратылысты жақсы көріп, жанашыр боласыз. Пайғамбарымыз көп күлкі жүректі өлтіріп қартайтады деп ескерткен. Сондықтан арзан күлкі, қысыр әңгімеден сақ болыңыз. Жүректі жұмсартып мейірімге толтыру үшін Алланың Әл-Уәдид, яғни жақсы көруші, Әр-Рахман, Әр-Рахим, аса рахымды, Әл-Халим, аса жұмсақ деген есімдерін зікір ретінде көбірек айтыңыз. Сондай-ақ ғаламда Алланың шексіз рахымының көріністерін терең толғанып тамашалаңыз. Мейірбан жандармен жолдас болыңыз. Жүрегі мейірімге толы жан өзгеге қылдай қиянат жасамайды. Жеңіл желеумен ажырасып, әйелі мен баласын орта жолда тастамайды. Мейірбан адамнан ұры-қары, лаңкес содыр шықпайды. Көшбасшы болу оңай емес. Эмоциялық зерде басшылар үшін аса қажет дүние. Тіпті жетістікке жетудің, лидер болудың тетігі деп айтуға болады. Басшының көңіл күйі тұтастай ұжымға әсер ететіні белгілі. Тұнжырап, үнемі қабағын шытып, кез келген мәселені айқаймен, өктемдікпен шешуге тырысатын кісі басқарған ұжымның сол күнге істері өнімсіз, көңілдері түсіп жүреді. Ал кез келген сәтсіздік пен проблеманы салқын қабылдап, байсалдылықпен шешуге талпынатын лидер ұжымға әрдайым көтеріңкі көңіл күй сыйлап, жұмысқа жігерлендіріп, ынталандыра біледі. Эмоция бұл адамнан адамға көшеді. Тұтастай ұжымның көңіл күйіне әсер ететін құбылыс. Сондықтан лидер әрдайым жауапкершілікті сезінуі тиіс. Әркім өзінше лидер екенін ескерсек, онда әр адам жауапкершілікті сезінуге тиіс. Мысалы, компаниядағы жаңа жобаға жауапты ұжымның ұзақ уақыт дайындаған тапсырмалары сәтсіз өтті делік. Осындай кезде эмоциялық зердесі мықты басшы айқайлап дауыс көтеріп секудің орнына мәселенің шешудің қамына кіріседі. Проблеманың өзегіне назар аударып, таныстырылымның неліктен сәтсіз өткендігін талқылап, ұжыммен бірге кемшілікті жойып мәселені шешуге тырысады. Тағы бір мысал. Командаңызбен ұзақ уақыт келісімшарт жасауға күш жұмсаған ірі компания тапсырысты сіздерге емес,
басқа бәсекелес фирмаға бергендігін хабарлайды. Мұндай жағдайда не істейсіз? Бірінші, көңіліңіз қалады, ренжисіз, командаңызға қолдан келгеннің бәрін жасағаныңды, ал ана компанияның таңдау шешімі қате екендігін айтасыз. Екінші, командаңызға болған жайды көңілге алмауын ескеріп, оларды алдағы жұмыстарға ынталандырып жігерлендіресіз. Жасаған жұмыстарыңызға талдау жасап, осал тұстарыңызды анықтап, тапсырыс беруші компанияның келесі жолы сізбен жұмыс істеуі үшін қажетті әрекетке көшесіз. Эмоциялық зердесі дамыған басшы екінші нұсқа бойынша әрекет етеді. Нағыз басшы әрдайым қарамағындағы адамдардың көңіл күйін байқап, бағамдай алатын және олардың жүріс-тұрысына, қолданған сөздеріне, эмоциялық жағдайларына қарап-ақ жеке мәселелер мен жұмыстағы проблемаларды байқай білетін сұңғыла адам. Сондай-ақ ұжымның әрбір мүшесіне шабыт беріп, көңіл күйін көтеретін күрделі мәселелердің өзін байыппен, ақылмен, майдан қыл суырғандай шеше алатын көшбасшы тұлға. Парасат пайымы жоғары басшы қабылдаған шешім ықпалының ауқымдылығын, жауапкершілігін терең сезінеді. Сондықтан шешімдеріне эмоциялық көңіл күйі кері әсер етпесі үшін ұжыммен лайықты мамандармен ақылдасуды әрдайым басшылыққа алады. Ішілмеген сүт, желінбеген нан. Рамазан айы. Ауызашарда отырмыз. Әңгіменің орайы келгенде дастархан басындағыларға ұлы сахаба, жеңілмеген қолбасшы Халид ибн Уалидтің ғибрат аларлық бір оқиғасын әңгімелеп бердім. Бірде ұлы қолбасшы дұшпанға қарсы неше күн қиян-кескі ұрыс жүргізіп, шаршап шалдыққан әскермен бірге кеш бата қосқа кеп аялдайды. Халид ибн Уалидке сүт пен нан ұсынады. Салқын сүт пен жұмсақ нанды байқаған ұлы қолбасшы, күннің мынадай ми қайнатар аптап ыстығында нан қатып, сүт бұлай салқын сақталмауы керек еді. Бұларды қалай сақтадыңдар дейді, таңданысын жасыра алмай. Құмды терең етіп қазып, сол жерге көміп қойған едік, деген жауапты естіген қолбасшы, дәл осындай салқын сүт пен жұмсақ нанды барлық әскерге түгелдей бердіңдер ме деп күмән аралас сауалын қояды. Артынша, әрине жоқ. Ол мүмкін емес қой дейді асқа жауапты кісілер. Дәл осы сәтті ұлы қолбасшы дұшпаннан соғыста әскерімен бірге болып, асқа келгенде олардан өзгеше тамақтанған қолбасшы болудан Құдай сақтасын деп, салқын сүт пен жұмсақ наннан бас тартады. Мен осы оқиғаны бітер-бітірмес, дәл осындай оқиға театр өмірінде де болған деп әңгімеге араласты белгілі актер Нұркен Өтеұлы бауырымыз. Қарағанды өңірінде Асанәлі ағамыз бастаған театр актерлары үлкен спектакль қойды. Спектакльден соң аудан басшылары Асанәлі ағамызды дастарханға шақырды. Дастарханды жайнатып қойған. Құстың сүті, жылқының өтінен басқаның бәрі бар. Асанәлі ағамыз әрі-бері қарап, спектакльде бірге ойнаған актерларды дастархан басынан көре алмаған соң, қалған актерлар қайда деп сұрайды. Аудан басшылары: Асеке, ештеңені уайымдамаңыз, бәрін реттеп қойдық. Олардың астарын өздерімен бірге көліктеріне салып бердік дейді, бірдеңені тындырғандай кейіппен. Сонда Асекең: бүгінгі спектакльді жалғыз өзім ғана қойған жоқпын. Ендеше жалғыз өзім ғана мынадай дастарханда отыруға тиіс емеспін. Мынаның бәрін орап салып алыңдар, кеттік деп шығып кетеді. Сөйтіп, алдын ала кетіп қалған актерлар мінген көлікті қуып жетіп, далада дастархан жайғызып, бірге тамақтанған екен. Эмоциялық зердені жетілдіру жолдары. Өзіңнің әлсіз тұстарыңды анықта. Эмоциялық зерде жайлы айтқанда, өзіңнің әлсіз тұстарыңды біл деген болатынбыз. Иә, әр адамның әлсіз тұстары сезіміне жеңілетін, өзін дұрыс басқара алмайтын жайттары болады. Жиі қайталанатын қателіктің алдын алуды білмегендіктен, үнемі оны қайта-қайта жасауға душар болып, қателік иірімнен шыға алмай жатады. Әр түрлі жағдайда пайда болатын көңіл күйіңізді, бастан кешірген сезіміңізді анықтауға тырысыңыз. Мысалы, ішім күйіп тұр, мазасызданып тұрмын, ұйқым қашты, тағы да басқа сөздер көңіл күйіңіздің бұзылғанын көрсетсе де, нақты қандай сезімді бастан кешіріп тұрғаныңызды білдірмейді. Ал эмоциялық зерденің қалыптасуы үшін өзіңіздің қандай жағдайда ашу,
ренжу, қобалжу, қорқу, қызғану секілді нақты қандай көңіл күйді сезінетініңізді білу аса маңызды. Бастан кешірген сезімдеріңіз сіздің әрекет пен ойыңызға қалай әсер ететініне назар аударыңыз. Неліктен ашулымын? Менің әрекетімді агрессияның себебі неде? Қандай жағдайда жиі ашуланамын? Қобалжуыма не түрткі болды деген сұрақтарды өзімізге қойып жауабын іздесек, көп дүние өздігінен өзгеретін болады. Өйткені ашуға, қобалжуға, қызғанышқа, басқа да сезімдеріңізге түрткі болатын жағдайды білгенде, оның алдын алуға болады. Мұндай сәттерде не істейтініңді күні бұрын біліп, одан сақтанасыз. Сіздің ашуыңызды жиі тудыратын, көңіліңізді күрт түсіретін адамдар, жағдайлар, іс-әрекеттер болады. Сондай адамдар мен жағдайлардың тізімін жасаңыз. Сосын ондай жағдайды айналып өтудің жолдарын қарастырыңыз. Ондай жағдайға тап болғанда не істеу керектігін ойластырыңыз. Мысалы, өз басым кездесуге келіскен уақыттан кешікпеуге тырысамын. Бұл маған бала күннен қалыптасқан құндылықтардың бірі. Сондықтан болар, уағдаласқан уақыттан кешіккен кісіні аса ұната қоймаймын. Күткен кісі кешігіп келген уақытта менің шекем тырысып, көңіл күйім түсіп тұрады. Бұл кездесу мазмұнына кері әсер етеді. Тіпті кейде бір таныстарыма айтып та тастаймын. Шақырған уақыттан әжептәуір уақыт кешігіп келген бірнеше туысқанды ренжітіп алғаным да бар. Уақытты бағаламайтын, өзгенің уақытын ұрлайтын біздің қоғамда осындай жағдайлар жиі қайталана бергендіктен, күтуден туындаған мендегі жағымсыз эмоцияның түпкі себебін анықтауға тырыстым. Менің көңіл күйімді түсіретін негізгі себеп уақытым текке кетіп жатыр деген ой екенін білдім. Себеп белгілі болған соң эмоцияны басқару оңайырақ. Демек, күту кезіндегі уақытымды тиімді пайдалана алсам, реттелетін шаруа. Сөйттім де, күтіп отырғанда электронды кітап оқуды немесе смартфонда қысқа дүниелер жазуды қолға алдым. Нәтижесі керемет. Кешіккен кісіні бұрынғыдай тағатсыздана күтіп, ренжімейтін болдым. Тіпті күткен уақыттың қалай өтіп кеткенін сезбей қаламын. Әйелдердің көбі қонаққа шығарда созбалаңға салып, үйден кешігіп шығады. Ал күйеуі баратын жерге кешігетін болдық деп ашуланып шыға келеді. Бұл көп отбасында жиі қайталанатын жағдай. Эмоцияға кері әсер етіп, қатынасқа сызат түсіретін мұндай келеңсіздіктің алдын алу үшін ер адам үйден шығатын уақытты жарты сағатқа алдыға жылжытып айтса, әйелі кешігіп шыққан жағдайдың өзінде шақырылған жерге дәл уақытында жетеді. Көлік жүргізіп келе жатқанда басқа бір көлік сізді тықсыруы немесе жол беруге тиіс жерде бермей қоюы сіздің көңіл күйіңізге әсер етіп, жүйкеңізді жұқартып, ұрысуға тіпті төбелесуге дейін баруыңыз мүмкін. Ал бұл өз кезегінде сіздің күні бойы көңілсіз жүруіңізге, адамдармен қарым-қатынаста ашуланшақ мінез көрсетуіңізге, тіпті соның салдарынан маңызды істерде дұрыс шешім қабылдай алмай қалуыңызға әсер етуі мүмкін. Сондықтан мұндай жағдайда қателікке ұрынбау үшін не істейтініңізді алдын ала ойланыңыз және әрдайым соған дайын жүріңіз. Мысалы, көшеде кездескен мәдениетсіз адамның деңгейіне түсіп, жеке жұқартқаннан не ұтамын деп ойлап, мұндай жағдайларға мүлдем көңіл бөлмеуді үйреніңіз. Халық арасында кең тараған жындымен жынды болма деген сөзді ескерген дұрыс. Тағы бір мысал. Жай-барақат уақытта өзін жақсы сезініп, жұмысын тыңғылықты жасайтын менеджер дедлайн жағдайында өзін жайсыз сезінеді. Күйгелектеніп қателікке ұрынады. Өзінің осындай әлсіздігін білген адам мұның алдын алу үшін жұмыстың соңғы күнге қалдырмай үлгеруі қажет. Енеңіз, туысқандарыңыз жайлы қалай болса солай сөйлеуді көңіліңізді түсіреді делік. Егер енеңіз сені тыңдап, айтқаныңнан қорытынды шығаратындай кісі болса, саған ұнамайтын әрекетін оған ыңғайлы сәтте дұрыс сөздермен түсіндіруге тырысыңыз. Мысалы, сіз сынаған адамдар сөзіңізді естіп тұрмағандықтан, сыныңыздан оларға пайда жоқ. Ал ол кісілер маған қатысты бар болғандықтан, менің көңілім түсіп, өзімді ыңғайсыз сезінемін. Сондықтан мұндай әңгімені менің жанымда емес, тікелей өздеріне айтқаныңыз жөн деп өтінуге болады. Ал егер айтқаныңды мүлде қабылдамайтын, тіпті сол үшін шу шығарып, жағдайды одан әрі ушықтыратын адам болса, айналып өтуден басқа жол жоқ. Ол үшін енеңіздің көңіліңізді
түсіретін сөздеріне мән бермеуді үйреніңіз. Естісеңіз де мән бермеңіз, үлкен кісі ғой деп кешіре салыңыз. Тігісін жатқызып, әңгіменің ауаның басқа жаққа бұрып жіберіңіз. Бүгінде көп отбасының шаңырағы шайқалуына себеп келін енесінің қатесін түзеуге тырысуынан, міндетті түрде жауап беруге, өзінің дұрыстығын дәлелдеуге әрекет етуінен туындауда. Нәтижесінде күйеуі әйелі мен анасының ортасында қалып, біреуін таңдауына тура келеді. Қарсы келе жатқан көліктен қашқаның секілді жағымсыз эмоцияның алдын алу үшін оны тудыратын жағдайлардан қашқан дұрыс. Өткенде бір журналист қыз хабарласып, өмірінде 3 рет көрген отбасылы бір азаматқа ғашық болып қалғандығын, бір сәт есінен кетпей, ұйқысы бұзылғандығын жеткізді. Ұзақ уақыт көрмесем, ұмытқандай боламын да, кездестіріп қалсам, оған деген сезімім қайта оянып кетеді деп басындағы жағдайын айтты. Қыздың сөзін асықпай тыңдадым. Оған айтқан ақыл кеңесім шамамен мынадай болды. Біріншіден, жақыннан танымайтын адамға деген ғашықтық сезім. Ақыл әлі құптап үлгермеген жалаң эмоция. Ал ондай сезім алдамшы келеді. Өйткені мінсіз адам болмайды. Ал мінін байқағанда отбасылы еркекті ескертердей құлай сүюдің орынсыз екенін білер едіңіз. Екіншіден, ол есік сізге жабық дегенімде. Иә, отбасылы азаматтың шаңырағын шайқалтуға, онымен бірге болуға ниетім жоқ деді. Олай болса, ғашықтық сезіміңіз сізді әуреге салып, басыңызды ауыртқаннан өзге еш пайдасы жоқ. Сондықтан сіздің көңіл күйіңізге кері әсер ететін, жағымсыз эмоцияны тудыратын барлық жағдайдан қашу керек. Мысалы, ол азаматтың әлеуметтік желідегі аккаунттарын өзіңіз үшін блоктаңыз. Телефон номеріңізді ауыстырыңыз, онымен кездесіп қалу мүмкін деген жерлерге бармауға тырысыңыз дедім. Сөздерімді мұқият тыңдағаннан кейін айтылғандарды міндетті түрде жасайтынын айтып, уәдесін берді. Кейіннен бір хабарласқанымда сіздің айтқан әрбір сөзіңізді күнделігіме түртіп қойдым. Кеңесіңіз өте пайдалы болды. Мазалаған алдамшы эмоциядан толық құтылдым деп алғысын жеткізді. Тапсырма. Көңіл күйіңізге кері әсер етіп, жағымсыз эмоцияларға түрткі болатын жағдайларды және оның іс-әрекеттеріңе қалай әсер ететінін жазыңыз. Екінші, мұндай жағдайлардың алдын алу үшін және тап болған жағдайда енді не істейтініңізді жазыңыз. Сабыр тасы. Бүгінгі таңда ғаламтор қолдану мүмкіншілігінің артуы, әртүрлі технологияның дамып, қолжетімді болуының арқасында ақпарат ағыны тым көп. Адам миы осынау мол ақпарат арасынан әрдайым оңайын жеңілін таңдайды. Себебі ми адам ағзасының 2% көлемін алғанымен 20% энергияны оттегіні қолданады. Сондықтан ми әрдайым аз энергия жұмсаудың қамына кіріседі. Оқылатын материалдарға қарағанда видео қаралымдарының көп болатыны сондықтан оңайын таңдай ми жалқаулана бастайды. Ойлануды қажет етпейтін оңай дүниелерге әуес келеді. Бұрындары адам миы ұзақ видеоларды көре беретін. Бүгінде ми минуттық видео өзін көпсінеді. Тіпті 1 минуттың өзін ауырсынып, 15 секундтық жылдам нәрселерді қарауға құмар. Бүгінгі таңда TikTok секілді қысқа видеоларды таратуға ыңғайлы әлеуметтік желілердің Instagramда стористің кең қолданысқа ие болғандығы да сондықтан. Бұл өте қауіпті құбылыс. Ми жұмысын қысқа, мәнсіз, жеңіл ақпараттармен қайта-қайта бөле беру миымызды әлсіретіп, ойланбайтын ойлануға шыдамы жетпейтін жағдайға алып келеді. Бұл адамды ойсыздыққа жетелеп сараптау қабілетінен айырады. Тобырлық психологияға душар етеді. Адамдар тез ашулануы, бір-біріне сабырсыздық танытуы, мәселенің байыбына бармай жатып, асығыс әрекет етуі осының салдары. Түркиядағы Мәулана мешітінде сабыр тасы дейтін домалақ пішінді өнер туындысы ілініп тұр. Аты айтып тұрғандай, рухани тәрбиеден өткен шәкірттерді сабырлыққа тәрбиелеу мақсатында оларға бүтіндей үлкен тасты ұзақ уақыт қашатып, түрлі әдемі оюлармен ішін үңгірлеп, қуыс етіп егетіп жасатқан екен. Осы тасты көріп, бала күнімдегі спорт жаттықтырушымыздың бізді табандылық пен сабырлыққа тәрбиелеу мақсатында ұзақ әріптермен жазылған газеттерді мәжбүрлеп оқытатындығы есіме түсті. Эмоциялық зердені дамытып,
Байсалдылық пен сабырды үйрену үшін кітап оқуды күнделікті дағдыға айналдыруымыз керек. Әсіресе балаларымыздың әлеуметтік желіні қадағалаусыз қолдануына бөгет болып, кітап оқуға баулуымыз қажет. Тек жақсы ойла. Айналаңа адвокат, өзіңе прокурор бол. Эмоциялық зердемізді жетілдіруде өмірде кездескен оқиғалардың жақсы жағын ойлаудың, адамдардың іс-әрекеттеріне түсіністікпен қарап, ақтап алудың жолын қарастырудың маңызы зор. Санамыздағы қандай да бір іске қатысты теріс ой, негатив пікір, кейбір жағымсыз эмоциялардың тууына түрткі болып жатады. Мұндай жағдайға түспес үшін әуелі ойымызды түзетуіміз, санамызды негатив пікірден тазартуымыз қажет. Өмірде кездескен оқиғаларды жақсылыққа жору, тіпті кез келген ұнамсыз істердің астарынан жақсылық іздеу, бойымызда жағымсыз көңіл күй билеп алудан сақтайды. Мұсылмандардың жиі қолданатын «қайырлы болсын» деген сөзді тек тілмен емес, мәнін терең ұғып жүрекпен айта алған адам теріс эмоциядан аулақ болады. Күткен ісі орындалмай қалған жағдайда көңілі құлазып, күйзеліске түспейді. Мұндай жандардың санасында әркез ұнатпаған істерің бәлкім сендер үшін қайырлы, ал жақсы көрген істерің бәлкім сендер үшін қайырсыз болар. Алла біледі, сендер білмейсіңдер делінген аят жаңғырып тұрады. Рас, өмірде болса екен деп ынтыға күткен небір істердің орындалмай қалып, артынан оның қайырсызын біліп, болмағаны қандай жақсы болған деп қуанған сәттеріміз көп. Өмірде кездесетін кез келген қарапайым істерді жақсылыққа жору теріс эмоциядан сақтайды. Мысалы, бір танысыңызға телефон шалдыңыз делік. Ол сізге жауап қатпады. Осындай сәттерде санаңызда мені менсінбеді, ренжіп қалған-ау деген секілді түрлі теріс пікірлер пайда болып, ол өзің кезегіне қарым-қатынасыңызға көлеңке түсіруі мүмкін. Ал керісінше, қоңырауымды естімеген болар, қатты қарбалас шығар, телефонын үйінде ұмытып кеткен болар секілді жақсы жағын ойласаңыз, теріс көңіл күйдің алдын алған боласыз. Құранда «Уа иман келтірген жандар, күдікті ойлардан аулақ болыңдар». Сөзсіз, кейбір күмәнді ойлар күнәға жатады делінген. Алла елшісі саллаллаху алейхи бір хадисінде күмәнді ойдан аулақ болыңдар, күдікті ой ең өтірік сөзге жатады. Бір-бірлеріңнің кемшіліктеріңді іздеп аңдымаңдар, бір-біріңді қызғанбаңдар, бір-біріңнен теріс айналмаңдар, біріңе дұшпан болмаңдар. Уа Алланың құлдары, бір-біріңе бауыр болыңдар деп көңіл күйге қарым-қатынасқа сызат түсіретін барша теріс әрекеттен аулақ болуды ескерткен. Адамдар жайлы жаман ойлап қателескенше, жақсы ойлап қателескен әлде қайда қайырлы деген ізгі адамдар ұсынатын құнды қағида бар. Бір күні Мұса пайғамбар ізбасарларымен бірге келе жатып, өлген иттің жанынан өтеді. Жанындағылар неткен сасық еді деп жеркенеді. Мұса пайғамбар болса, тісі неткен аппақ еді деп кез келген жағдайда жақсы нәрсені көре білудің әдебін ұқтырады. Кішігірім нығметтің өзін бағалаңыз. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым ойлап қой. 5 асыл іс көнсеңіз. Абай. Жағымсыз эмоцияны тудыратын жағдай көбінесе адам өзін басқалармен салыстырудан пайда болады. Өзгенің қандай да бір жетістігі немесе материалдық әл-ауқатының артықтығы яки абырой беделінің биіктігі адам бойындағы қызғаныш сезімін оятуы ықтимал. Өзін қолынан түк келмейтін байғұс сезінуі мүмкін. Мұндай жағдайдағы адам өмірге реніш көзімен қарайды. Бойында агрессия, стресс пайда болады. Айналасындағы адамдарға деген жасырын өшпенділік туады. Біз көбінесе өмірдің қуанышы мен жақсылығынан бұрын қиыншылығын көбірек ойлаймыз. Сәтсіздіктерді тез байқаймыз. Ендеше басқаның артықшылығына қызықпас бұрын өзіңнің басыңдағы бағыңды бағалауды үйрен. Өмірдің әр сәтінен ләззат ала біл. Мысалы, далада ұзақ жүріп келіп, аяқ киім шешкенде аяқ созып рахаттануды біл. Шөлдеп келіп, су ішкенде Аллаға шүкір ет. Балаңның басынан сипап, еміреніп сүй. Таза ауаға шыққанда терең тыныс алып, деміңді сыртқа баяу шығар. Көзіңді жұмып ләззатқа бөлен. Өмірде сізді бақытты ететін сәттер көп. Мәселе, оларды көре білуде, бағалай алуда. Көре білген адам ғана шүкір етіп, бақытты бола алады.
Қанағат құндылығы дегеніміз міне осы. Мысалы, 2 бөлмелі пәтерде тұрып жатқан кісі таудың етегінде 3 қабатты коттеджі бар танысының ғажайып өмірін ойлап, өзін бақытсыз сезінуі мүмкін. Немесе басын сұғар баспанасы жоқ қаңғып жүрген талай адамды ойлап, өз жағдайына шүкір етуі мүмкін. Бүгінде кейбір жандар өзін бақытсыз сезуіне бір себеп Instagram секілді әлеуметтік желіде өзгелердің үлде мен бүлдеге оранған бақыт құшағындағы сурет видеолары. Ертелі-кеш Instagramда елдің қымбат көлік, сән-салтанаты жарасқан зәулім үй, неше түрлі киім, сілекей шұбыртатын тағамдар ортасында түскен сурет видеоларын көруден қолы босамайтын адам, жұрттың бәрі бақытты, жағдайлары керемет, ал менде ондай жоқ деп іштей өзіне налый бастайды. Тіпті депрессияға ұшырайды. Өз басындағы кішігірім нығметтерді көре алмайтын күйге түседі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде өздеріңнен көп берілгендерге емес, аз берілгендерге назар аударыңдар. Осылай істеу арқылы бастарыңдағы нығметтің қадірін білетін боласыңдар деп шүкір етуді, адам бойында сыр беріп, сыртқа шығуы мүмкін жағымсыз эмоцияның алдын алуды үйретеді. Әрине, адамдардың жетістігінен үлгі алып, шабыттанып, қанаттануымыз керек. Алайда қызғанушылық пен қызығушылыққа айналып басыңды, бағыңды, бойыңдағы байлығыңды бағалауға кедергі болмауға тиіс. Дүние істерінде өзіңнен жағдайы төмендерге, ал құлшылық пен тақуалыққа өзіңнен жоғарыларға қара. Москвич 412. Астанадан Алматыға көлікпен бара жатырмын. Ұзақ жол. Ұшы-қиыры жоқ сайын дала. Ата-бабамыздың ұрпағына мұра етіп қалдырған осынау байтақ жерді қорғау, келер ұрпаққа аманат ету бүгінгі әрбір қазақтың мойнындағы асыл борышы һәм уайымы болуға тиіс. Бізге ең әуелі тыныштық керек. Ұрпағымызды көбейту қажет. Сосын ол ұрпақты білімді де иманды, ұлт жанды, намысты етіп тәрбиелеу ләзім. Сонда ғана ертеңімізге алаңдамауға болады. Әйтпесе талай ойдың жетегінде отырмын. Санам ойдан ой қууда. Кенет не бір зуылдаған джиптердің арасында баяу ілбіп бара жатқан москвичке көзім түсті. Москвич 412. Бұл жануар көзден ғажайып болғалы қай заман. Ішіндегі жүргізуші қандай сезімде отыр екен. Бәлкім өзінде осындай көлік бұйырғаны үшін тағдырынан алып отырған болар. Бәлкім олай емес те шығар. Кеңес заманы. Ауылымызда алғаш рет москвич көлігі пайда болды. Көрші қаланың бәрі құттықтаған болып көлікті көруге келіп жатыр. Шаңды бұрқыратып ауылға кірудің өзі қандай ғанибет. Нендей сурет. Ішінде отырған адам құдды ұшаққа мінгендей сезімді бастан кешетін. Машинадан түсе сала 4 дөңгелегін теуіп, кілтін айналдыра ысқырған күйі үйіне кіретін. Сөйлесе қалса, әңгіменің бір ұшын айналдырып әкеліп, көлігіне тірейтін. Бір сөзбен айтқанда, бақыттан басы айналатын. Ал қазірше, москвичін алысқа қойып, мектепке жаяу келетін ұстаз жайлы айтып берді өткенде бір танысым. Сонда деймін, кеше иесін мақтанышқа бөлеген бұл көлік, бүгін неге оны бақытсыз етіп отыр? Адам сол адам, машина сол машина, өзгерген адам санасы ғана. Демек барлық проблема санамызда. Айналамызда болып жатқан дүниеге көз қарасың аса маңызды. Не ойлайсың, қалай ойлайсың, қай қырынан бағалайсың? Сол сені бақытты яки бақытсыз ететін негізгі фактор. Санасын ойын басқара алған адам қара нан жесе де бақытты. Ал олай болмағандары су жаңа дөңкиген қымбат джип мінсе де, зәулім сарайларда тұрса да бақытсыз. Қызғаныш пен күншілдік. Алла тағала адамға қызғаныш сезімін босқа бермеген. Кішкентай бала ата-анасын, ойыншықтарын қызғанады, қорғайды. Демек бұл әр адамның табиғатында бар қасиет. Қызғанышты орнымен қолдансаң, ол қорғаныш. Анаңды, жарыңды, қызыңды, қарындасыңды, арам пиғылды еркектерден қызғану адами қасиет. Ал бойында мұндай қызғанышты өлген адам ар намыстан жұрдай ынжық деген сөз. Отаныңды, жеріңді, қазақ руханиятын басқа жұрттың басынып жаншуынан қызғану ұлы қорғанысқа жатады. Қызғаныш қасиетінен айырылған халықтың ең әуелі ұлтына деген махаббаты жойылады. Өйткені махаббат пен қызғаныш құстың қос қанаты іспеттес.
Бірі жоғалса, екіншісі табиғи жолмен санадан ығысып, бойдан шығып кетеді. Сөйтіп, махаббат пен қызғанышы құрыған жұрт табиғи адалдығынан айырылады. Қоғамда әділетсіздік пен пайдакүнемдік үстемдік құрады. Жойдасыз қиянат басталады. Бүгінгі қазақ халқының мыңдаған жылдар жер бетінен жойылып кетпей, осы ғасырға аман жетуі бойындағы қызғаныш қасиетін сақтай білуінде. Мысалы, жырау Дулат Бабатайұлы Ақжайлау мен Сандықтас атты жырында атамның қонған қонысы аққан бұлақ сай-салаң, шытырман тоғай айналаң, мен де сені қызғанар, бауырыңда өскен бай балаң. Көл қорыған қызғыштай, сен десе салам байбалам деп жырласа, қаламгер Сафуан Шаймерден үй ташуы хикаятында былай деп жазады. Лесбай атты қойшы күзеуге көшіп бара жатып, қара тонын жұртта қалдырады. Қойшының Марғау деген ақылды иті жұртта қалған тонды айналшықтап кете алмай елсіз далада қала береді. Қарлы боранда тастың ығын паналап, аш бөрілермен алысып, небір мехнат кешеді. Сөйтіп, жыртық тонды қорғап 5 ай арпалысады. Аңға шыққан біреу жолықпағанда ақылды ит қу далада қара тонды басқадан қызғанып жата берер ме еді, кім білсін. Қазақстанның жер асты қазба байлықтарын картаға түсіру ісіне Қаныш Имантайұлы Мәскеудің тікелей тапсырысымен тағайындалады. Сәтбаев 4-5 ірі кен орындарын әдейі картаға түсірмей жасырып қалады. Оның себебін сұраған орыс ғалымдарына, мұндағы кеніш тым тереңде жатыр. Оны өндіру үшін мол қаражат пен мықты техника керек. Оны өндіретін уақыт әлі алыста деп жауап береді. Кейін өзінің сырласы саналған Әлкей Марғұлан мен Мұхтар Әуезовке әлгі кен орындарын әдейі картаға енгізбедім. Ұрпақтарымызға да байлық керек шығар деп ағынан жарылған екен. Міне, бұл қызғаныш сезімін дұрыс бағытта қолдану. Ал қызғаныш сезімін жөнсіз қолданып, басқаның жеткен жетістігін жиған байлығымен атақ мансабын күндеу үлкен күнә, жаман қылық. Мұндай сезімге бой алдырған адам әманда құзға құлайды. Құранда қызғанған сәттегі күншілдерінің кесірінен сақта делінуі бойынша күншілдік билеген пенденің қандай жаманшылықтарға баруы мүмкін екендігін ескертіп, кесірінен сақтандырады. Ібілісті шайтанға айналдырған, Қабылға Әбілді өлтірткен, бауырларына Жүсіпті құлдыққа тастатқан да осы қызғаныш сезімі. 1990 жылы шілдеде Шәуілдірдің аудандық мәдениет үйінде сол мерейтой жиын өтіп жатқан еді. Шәмшіге залдағылардан көптеген сұрақтар түсті. Солардың біреуінде Шәмші аға, творчестволық жолыңызды сізді ренжіткендер болды ма деп біреу. Шәмші елең етті. Мұны сұраған кім екенін білгісі кеп, залға қарап еді, белгілі біреуді көре алмады. Сонда да болмаса ойланып қалды. Осы бір ұзақ жолында кімдер ренжітті оны, кімдер кедергі жасады. Мені біреу бақытты етті десем, оным өтірік. Ешкім ренжітпеді десем, оным да өтірік. Мен өз өмірімде қанша ән салсам, сонша жылаған болуым керек. Солардың ішінен есімнен кетпейтіні Қазақ радиосын басқарған бір жігіт сіздер ұнатып айтатын арыс жағасында мен бақыт құшағынданы қабылдатпай, сол әндердің бағын байлағысы келгені. Соны ұмыта алмаймын, деді Шәмші. Абылай хан өлер алдында бұхар жырауды шақырып алып, уа шайыр, бұл өмірде менің 3 өкінішім бар деп тыңдап ал, деген екен. Бірінші, көп қан төктім. Мен төкпесем дұшпан менің қанымды төгетін болды. Екінші, халқыма жердің емшегін емізе алмадым. Қалакен салғыза алмадым. Үшінші, елдің басы бірікпеді. Тентегі озбырық көп болды деп. Абылай хан, деді Шәмші күрсініп. Абылайша, 3 өкініш болғанда ондай нәрсе менде болмаушы ма еді? Қызғаныштың құрбаны боп кетіп барамын, сол өкініш. Қызғанышқа бой алдырған пенде айдаладағы танымайтын адамды емес, өз жақындары мен аралас-құралас кісілердің жетістігін, артықшылығын қызғанады, ішін өрт шалады, ұйқысы бұзылады. Оның ойлағаны қызғанған адамының бойындағы артықшылық. Ол өз басына бұйырмаса да, басқаның артық нығметтен айырылуын тілейді. Тіпті сол үшін түрлі әрекетке барады. Тілегені болып жатса, бойын қуаныш кернейді. Мұндай рухани дертке шалдыққан пенде өз басындағы қуанышты көре алмайтын соқырға айналып, өмірдің бар қуанышынан қағылады. Жүйкесі жұқарып ауруға шалдығады.
Күншілдіктен құтылу жолдары. Кез келген адамда күншілдік сезімі бар. Мысалы, ішіңізде біреудің дәулетіне, атақ-мансабына деген қызғаныш сезімі оянып, мазаңыз қашты делік. Мұндай сезімді имани терең сана арқылы оңай жеңуге болады. Мына сұраққа жауап беріңізші. Сіз көре алмаушылық танытқан, сол пәленшенің дәулеті мен атақ-мансабын берген кім? Әрине, Алла. Ендеше, сіз оны қызғану арқылы Алланың оған қатысты үкіміне, бөлеген ризығына қарсы шығып тұрсыз. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алланың нығметінің де дұшпандары болады деп еді. Сахабалары, олар кімдер деп сұрайды. Алла елшісі, Алланың құлдарына берген нығметтерін қызғанатын пенделер деп жауап берді. Байқадыңыз ба, күншілдіктің иманыңызға қалай көлеңке түсіргенін? Осыны терең түсінсеңіз, қызғаныш жүрегіңізде қонақтамайтын болады. Екіншіден, кез келген дәулет, атақ, мансап үлкен сынақ. Оның қайырлы яки қайырсызы бар. Оны бір Алланың өзі біледі. Жаратушы кейде бір құлын мол нығмет, үлкен мансаппен жазалайды. Сондықтан қайырлы яки қайырсыз екені беймәлім, дүниені қызғанудың түкке де қажеті жоқ. Үшіншіден, кез келген нығмет, атақ, мансап уақытша. Олай болса, өтпелі пәни нәрсе қызғануға тұрмайды. Төртіншіден, қызғанған адамыңызға, уа Аллам, пәленшеге нығметіңді одан сайын арттыр, екі дүниесін қайырлы берекелі ете көр деп игі дұға жасаңыз. Игі дұғасы бар жүректе қызғаныш тұрмайды. Ақылдасу құндылығы. Келісіп пішкен тон келте келмес. Мақал. Эмоцияның ықпалына түспей, байсалды әрекет етіп, дұрыс шешімге келудің бір жолы ақылдасу. Лайықты адамдармен ақылдасуды өмірлік дағдыға айналдыра білген адам нағыз парасатты тұлға. Араб тілінде ақылдасуды истишара дейді. Бұл бал арасының неше түрлі гүлдерге қонып, олардан нәр жинап, оны омартаға әкеліп, балға айналдыру әрекеті де истишара етістігінің түбір сөзінен шығады. Байқағанымыздай, ақылдасу мен бал жинаудың ұқсастығы бар. Өйткені бал арасы тәрізді ақылдасқан адам басқалардың келелі кеңсесін тыңдап, оны өз пайымынан өткізіп тиімді пайдалана біледі. Құранда ақылдасу жайлы. Сондай-ақ олар Раббыларының үндеуін қабыл алып, оған қалтықсыз мойынсұнады, намазды толық оқиды және барлық істерін өзара кеңесе отырып істейді, һәм өздеріне берілген ризықтан ізгілік жолында жұмсайды делінген. Осынау аяттан байқағанымыз, Алла тағала ақылдасуды иман, намаз, зекет секілді құлшылық қатарына жатқызған. Ұлы жаратушы ақылдасудың маңыздылығын білдіру үшін олармен әр істе кеңесіп тұр. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам өзіне сахабалармен ақылдасуды бұйырған. Атам қазақ, келісіп пішкен тон келте болмас дейді. Пайғамбар бір хадисінде өзара ақылдасып, кеңескен қоғамды Алла тағала ең дұрыс һәм пайдалы шешім қабылдауға бағыттайды деген. Неліктен? Өйткені ақылдасу арқылы басқа адамдардың білімі мен тәжірибесін, білікті мамандардың кәсібилігін пайдалану мүмкіндігі туады. Мәселені бір қырынан емес, жан-жақты қарастырақ, қателік мейлінше азаяды. Сондай-ақ, әр адам өзі көре алмайтын, байқамай қалатын соқыр тұстарда болады. Міне, кеңесу арқылы осы кемшіліктер жойылады. Лайықты адамдармен ақылдасу нәтижесінде қабылданған байламда эмоцияның ықпалы аз, нәтижесі көп болмақ. Біз ақылдасудың пайдасын білсек те, іс жүзінде оған көп мән бермейміз. Өз тәжірибемде ақылдасуға атүсті қарап, эмоциямен қабылдаған шешімдерім, жасаған істерім көбінесе опық жегізген екен. Ал тәжірибелі адамдармен, білімді мамандармен асықпай ақылдасып, жан-жақты зерттеп, елеп-екшеп барып, байсалды әрекет еткен істерім нәтижелі қайырлы болды. Ақылдасуда мына жайтты ескерген жөн. Ақылдасқан адамдардың пікірі мен кеңесін айна қатесіз бірден қабылдауға болмайды. Айтылғанда өз ой елегінен өткізіп, шешімге ақыл мен көңілден әбден тоқтағаннан кейін барып әрекет ету қажет. Ақылдасу нәтижесінде қабылдаған байлам жайлы күмәнданбаңыз. Тәуекел етіп, нәтижесін бір Аллаға тапсырыңыз. Алда-жалда сіз күткендей нәтиже болмаса, оған өкініп қайғырмаңыз. Ешкімді кінәлаушы болмаңыз. Қайырлысы деп
Нәтижеден сабақ ал да алға ұмтыл. Кемелдік бір Аллаға тән. Қазақтың бас адамдары әуелі сіздер адаспаңыздар. Адаспас үшін ақылдасып, ойланып, ынтымақпен іс етіңдер. Ахмет Байтұрсынұлы. Басқалардың эмоциясын бақылаңыз. Адамдардың көңіл күйін түсіретін, оларды ыңғайсыз жағдайға қалдыратын, жағымсыз эмоциясын оятатын әрекеттерден аулақ болыңыз. Мысалы, жұмысын дұрыс атқара алмаған қызметшіні бүкіл ұжымның көзінше сөкпеңіз. Ұрпақ сүйе алмай жүрген жандардың жанында сәбидің тәттілігі жайлы айтып, балаңызды аймалап сүймеңіз. Жасы келсе де, әлі тұрмыс құра алмай жүрген танысыңызға көпшіліктің ортасында «Қашан тұрмысқа шығасың?» деп сұраушы болмаңыз. Мұндай сұрақ оны ыңғайсыз жағдайға қалдырып көңіл күйін түсіреді. Өкініштісі, біздің қоғамда осы қателік жиі ұшырасады. Мұндай сұрақтардан мезі болған көптеген қыз таныстары жиналған отырыстан қашады. Бұл сұрақты ең жақын деген адамы жанашырлықпен мәселені шешуге көмектесу мақсатында сырласып сұрауына болады. Кәсібі кері кетіп дағдарысқа ұшыраған адамның жанында кәсібіңіздің дамып жатқанын айтушы болмаңыз. Мүмкіндігінше айналаңыздағы адамдардың қызғаныш сезімін қытықтайтын әрекеттерден аулақ болыңыз. Абайдың «Өзіңде бармен көзге ұрып, артылам деме өзгеден, күндестігін қоздырып, азапқа қалма езбеден» деген әр кез есте ұстаған жөн. Жетістік пен қуанышыңызды кез келген адамға айтпаңыз. Жүсіп сүресінде Жақып пайғамбар балаларына: «Қалаға барғанда барлығың топ болып бір қақпадан кірмеңдер. Бөлініп, бөлек-бөлек қақпадан кіріңдер» деп ескертеді. Жақып пайғамбар балалары бөтен қалаға топ болып бір қақпадан кірген жағдайда жергілікті халықтың оларға назары ауып, қызғануы мүмкін екендігін ескертіп, қауіп-қатердің алдын алуға тырысқанын байқаймыз. Қазақта мынандай даналық сөз бар: «Құс қанша биікке ұшса да, оның әуелі қанаты емес, мойны талады. Ал жылқы қанша ұзаққа шапса да, оның тұяғы емес, белі талады». Адам қанша жерден жігері мықты, жаны сірі болғанымен көңілі бос, жүрегі нәзік келеді. Ендеше адамның көңіліне тиюден абай болыңыз. Сыни ойлау қабілеті. Ақыл мизан, өлшеу қыл. Егер қисық көрінсе, мейлің таста, мейлің қыл. Егер түзу көрінсе, ойлап-ойлап құлаққа іл. Абай. Таным іздегенде күмән жатыр. Сократ. Сыни ойлау қабілеті. Ақыл мизан, өлшеу қыл. Егер қисық көрінсе, мейлің таста, мейлің күл. Егер түзу көрінсе, ойлап-ойлап құлаққа іл. Абай. Таным негізінде күмән жатыр. Сократ. Кідіріс жасай білу дағдысы адамға еркін ойлануға мүмкіншілік беретін ең қажетті қасиет. Байсалды бола білген адам ғана өз мүмкіншілігін толық пайдалана алады. Ал күйгелек жандар тап болған оқиғалар ықпалымен, эмоцияның әсерімен жөңкіліп жүре береді. Басын тауға да тасқа да ұрады. Мұндай адамдар сыни, креативті, жүйелі, стратегиялық тұрғыдан ойлануға қауқарсыз. Кез келген ақпаратты ой елегінен өткізіп, естіген мәліметтерді сыни тұрғыдан бағалай білу. Тап келген оқиғаның астарына үңіліп талдай жасау қабілеті аса маңызды. Факторлердің дұрыстығын тексеру, қосымша мәлімет іздеу, байсалды түрде жан-жақты талдау жасау сыни ойлауға жатады. Бүгінгі таңда әлеуметтік желіде тараған ақпараттың дұрыс-бұрыстығына көз жеткізбестен мәселенің байыбына бармай жатып, әрекет ету салдарынан өздері оңбай арандап, өзгелердің обалына қалып жатқандар қаншама. Адамдар арасындағы кикілжің, түсініспеушілік, араздықтың негізгі себебі ақпаратты тексермей оған сенуден туындайды. Құранда: «Уа иман келтіргендер, егер сендерге әлде бір күнәһар адам қандай да бір хабар жеткізсе, оның анық-қанығын біліп алыңдар. Әйтпесе білместікпен әлде бір қауымның обалына қалып, артынан істеген істеріңе өкініп жүресіңдер» делінген. Өкініштісі, бүгінгі таңда сыни тұрғыдан терең ойламай, әлеуметтік желіде қалай болса солай ешбір жауапкершіліксіз пікір білдіруде кең етек алып отыр. Мысалы, 2020 жылы елімізде COVID-19 вирусы тарай бастаған алғашқы айларда кейбір кісілер бүкіл әлем дүрлігіп жатқан індетті әлде біреулердің саяси ойыны, мұндай ауру атымен жоқ,
жоқ нәрсемен жұртты қорқытып жатыр деген секілді алып қашпа әңгімелер тарата бастады. Көп адам осындай негізсіз әңгімеге сеніп қалғандықтан қамсыз жүрді. Ақыры аурудың растығына сенуге мәжбүр болды. Бірақ көп өтпей билік әдейі ұшақпен вирус шашқандықтан ауру өшіп кетті деген тәрізді фейк ақпаратта иланып, оны таратушылар пайда болды. Ақпараттың дұрыстығын тексеру үшін ең әуелі оны таратқан дереккөзге назар аудару қажет. Сосын басқа сенімді дереккөздерден тексеріп, ол жайлы өзге мәліметтерді салыстырған жөн. Ақпараттың логикалық жағына мән беріп, терең ой елегінен өткізу керек. Қажет болса тақырыпқа қатысты бар мықты мамандардың пікірін білу артық етпейді. Сосын бәрінің басын қосып, талдау сыни ойлаудың негізгі өлшемі болмақ. Елімізде мыңдаған адам лотерея сияқты құмар ойындары мен түрлі қаржылық пирамиданың құрбаны болуда. Түнімен менің энергиям қуаттаған құтты амиянды сатып алсаңыз, материалдық жағдайыңыз жақсарып кетеді деп жарнама жасаған кейбір мотиваторлардың сөзіне сеніп, әлгі амиянды сатып алған мыңдаған адам бар екенін білгенде таң қалдым. Елге мұндай оңай олжа уәде еткендердің бұл ісі әрине алаяқтық. Олар әртүрлі әдемі әңгімелерімен елдің сеніміне кіреді де, сосын оңай олжаны уәде ету арқылы адамдардың әлсіз тұсын пайдаланып кетеді. Сондай-ақ адамның көбі ақ әулие, сары әулие секілді алаяқ емші, бақсы балгерлер мен түрлі теріс сектаның құрығына ілінуде. Алданған жандардың көбінде фактілерді тексеріп, ақ-қарасын ажырататын сыни ойлау қабілеті мүлдем қалыптаспаған. Анау айтты, мынау айттыға сеніп, ақшасынан айырылып опық жеп жатқандар қаншама. Сыни ойлай алмаған адамды кез келген көлденең көк атты алдап кете береді. Абай хакім ғылым таппай мақтанба деп басталатын өлеңінде халықты сыни ойлауға шақырып, оның негізгі ережелерін көрсеткен. Ақыл сенбей сенбеңіз, бір іске келсеңіз. Ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мейлі сол айтты. Ақылменен жеңсеңіз, надандарға бой берме. Шын сөзбенен өлсеңіз, аят хадис емес қой. Көпір болдың демес қой, қанша қарсы келсеңіз. Абай бұл жерде кез келген істі ой елегінен өткізіп, ақыл құптамайынша сенбеуге шақырады. Ақпаратты адамның абырой беделіне, танымалдығына сүйеніп, күдіксіз қабылдау психологиясының қате екендігіне назар аударады. Мейлі, ақсақал бай айтса да сын елегінен өткізуге шақырады. Өкінішке қарай қоғамда танымал адамдардың жарнамалары мен таратқан ақпараттарына шүбәсіз сеніп, аяғында опық жеп жатқандарды жиі байқаймыз. Абай осы өлеңнің жалғасында ақпараттың растығын тексермей жатып, мазмұнын сараптамастан бірден қабылдаудың тағы бір психологиялық қырына назарымызды аударады. Ақымақ көп, ақылды аз. Деме көптің сөзі пұл, жақынның сөзі тәтті деп, жақыным айтты дей көрме, надандықпен кім айтса, ондай түпсіз сөзгерме. Сізге айтамын қауіп бұл. Абай хакім көпшіліктің ығына жығылып, тексерусіз, ойсыз әрекет етуге итермелейтін тобырлық психологиядан сақтандырады. Расында көппен көрген ұлы той секілді мақалды алға тартып, көпшілік жасаса күмәнсіз дұрыс деген көңілмен ұрынып қалатындар аз емес. Өмірде болсын, әлеуметтік желіде болсын, өзіндік пікірі жоқ. Көп қайда болса, сол жаққа қарай ойсыз жүру қате. Сондай-ақ көбінесе кісі сырттағы танымайтын адамдарға қарағанда, жақындары мен таныстарының сөзін ой елегінен өткізбей, бірден қабылдай кетеді. Жақынына деген құрмет, танысына деген сенім ақпаратты тексерусіз қабылдауға түрткі болып жатады. Абай жоғарыдағы жолдарда осы айтылған танысқа шүбәсіз сеніп қалу психологиясына назар аударады. Алданып қалғандардың көпшілігі іші бауырыма кіріп кетті, сенбеске амалым қалмады деп жатады. Бұл қате. Тәжірибе көрсеткендей, қаржылық пирамидаға алданған кісілердің көбі таныстарының сөзіне сеніп әрекет еткендер. Таныстық, жақындық біздің сыни ойлауымызға, істі ой елегінен өткізіп талдауға кедергі келтірмеуге тиіс. Сыни ойлау осы екен деп болмашы нәрселерге орынсыз шүбәланып,
Тым күдікшіл мінезге ұрынудан абай болған жөн. Кез келген нәрсені сараптағанда тепе-теңдік сақтап, байсалды ой елегінен өткізу қажет. Сыни ойлау мен сынды жөнімен айтудың қажеттілігі жайлы Шәкәрім Құдайбердіұлы былай дейді: кім айтса да сынамай қойма жаным, ақылыңа сынатып ойла жаным. Пәлен шекем айтқан сөз дұрыс қой деп, жүректің таразысын жойма жаным. Тегіс тексер сөз көрсең сыр мен сынын, түзетуге именбе тапсаң мінін. Әдеп сақта жалғыз-ақ қате айтты деп, былшылдапты дей көрме білсең шынын. Креативті ойлау қабілеті. Адам миы көбінесе қауіпсіздікке ұмтылып, дағдыланған қалыпты істі, шаблондық жұмысты таңдауға бейім. Ал креативті ойлау бұл бір істі орындауда немесе мәселені шешуде стандарт шешіммен бөлек түрлі жолды қарастыра білу қабілеті. Әдеттегі қалыптан шығып, еркін ойлау, мәселенің шешімін өзгеше ұсына білу кісіні жетістікке жетелейтін маңызды фактор. Елдің бәрі жасап жатқан жаттанды істі басқаша орындап, тұтынушыларға өзгеше өнім ұсына білу көп жағдайда кәсіпкерді табысқа кенелтеді. Мысалы, Стив Джобс 2001 жылы тұтынушыларына 1000-ға жуық аудиотаспаны шағын ғана плеерде тыңдау мүмкіндігін ұсыну арқылы жаңалық ашты. Нәтижесінде әлем бойынша iPod өніміне деген сұраныс артты. Apple компаниясы 2007 жылы 110 миллион плеер сатып, үлкен табысқа кенелді. Кейіннен смартфонға айналдыру арқылы тұтынушыларына тағы да креатив өнім ұсынды. Ал телефон саласында баяғыдан келе жатқан Nokia компаниясы мұндай іске бара алмағандықтан дағдарысқа ұшырады. Кез келген адамның креативті ойлау мен шығармашылық қабілетін дамытуға әбден болады. Бастысы, бас қатырып еркін ойлауға дағдылану арқылы миды жаттықтыру керек. Балаларды жастайынан проблемадан қашпай, мәселені өздігінен шешуге, еркін ойлауға баулыған дұрыс. Балам екеуміздің арамызда болған мына қарапайым оқиғаны мысал ретінде ұсынып көрейін. Бір күні балам Хамзаның көңіл күйі жоқ. Басы салбырап, әлде бір нәрсені уайымдап отырғанын байқап қалдым. Жанына барып, балам, неліктен көңіл күйің жоқ? Қандай мәселе деп сұрадым. Әке, мұғалімнің үйге берген тапсырмасын орындап үлгермей қалдым. Сондықтан мектепке бүгін бармай-ақ қойсам деп кемсеңдеді. Балам, сен кез келген проблеманы шешудің бір ғана жолын таңдап тұрсың. Дұрысы, проблемадан қашып тұрсың. Бүгін мектепке бармасаң, ертең мұғалім неге келмедің деп сұрайды. Бұған жауап беру үшін өтірік құрастыруыңа тура келеді. Екіншіден, бір күндік сабақтан қаласың, үлгерімің нашарлайды. Бұл саған тиімсіз. Демек, сен проблемадан қашу арқылы бірнеше проблеманы тауып алдың. Балам, сен шахмат үйірмесіне қатысып, жарыста неше рет жүлделі орынға ие болдың ғой. Иә, олай болса, шахмат ойынын өмірде қолдану қажет. Қалайша? Шахмат ойынында сен тек алға жүре бермейсің. Немесе бірден ойынды тастап қашпайсың. Қарсыласыңның шабуылынан қорғанасың. Қиын жағдайға тап болсаң, одан шығудың түрлі жолын іздейсің. Кері шегінесің. Қажет болса, кейбір тастарыңды жегізіп, негізгі фигураларыңды сақтап қалуға тырысасың. Міне, өмірде шахмат ойыны сияқты. Кез келген қиыншылықтан шығу үшін, кедергілерді жою үшін ең тиімді жолды іздеп табуға тырысуың керек. Яғни, байсалдықпен бас қатырып ойлану қажет. Бір мәселенің өзін әртүрлі қырынан шешуге әрекет ету керек. Әдеттегі қалыптан шығып, өзгеше ұмтылуға тиіссің. Түсіндім, әке. Түсінсең, мектепке бар. Бірақ, мұғалім берген тапсырманы орындамағандықтан ол проблема күйінде тұр. Ендеше осы проблеманы шешудің бірнеше нұсқасын қарастырайық. Мысалы, сыныпқа бара салысымен өзің бірінші болып, мұғалімге үй тапсырмасын орындап үлгермей қалғаның үшін кешірім сұрайсың. Ол қылықтың орнын міндетті түрде толтыратыныңды айтасың. Мұғалім саған түсіністікпен қарайды деп ойлаймын. Екінші нұсқасы. Мұғалімнің WhatsApp-ына дәл осы айтқан нұсқаны жазып жібер. Үшіншісі. Анаң мұғалімге телефон соғып, тапсырманы орындай алмауының себебін айтып, ертең орындап баратындығыңды жеткізсін.
Рахмет, әке. Креативті ойлау қабілетін жетілдіру жолдары. Бірінші, сүйікті ісіңізді істеңіз, яғни хобби. Адам өзінің сүйікті ісін істеп, уақыттың қалай өткенін байқамаған кезде керемет креатив ойлар туады. Махаббат пен креатив қатар жүреді. Бірі болмаса басқасы да болмайды. Сондықтан идея қажет болып, жұмысыңыз бір орында тұрса, бас қатырып отыра бермей, жаныңызға ләззат, жүрегіңізге шаттық сыйлайтын іспен айналысыңыз. Оны хобби десек те болады. Креатив дегеніміз жан мен қиялдың еркін құстай самғауы, ал құс тордың ішінде қалай самғайды. Сондықтан өзіңізді жұмыс не белгілі бір орынмен шектемеңіз. Шынайы ләззат алатын ісіңізбен айналысыңыз. Сол кезде келетін ойдың креативті болатынына өзіңіз де таңғаласыз. Екінші, тынығыңыз. Еңбекте қандай береке болса, демалыста да сондай пайда бар. Кейде жақсы ойлар ештеңе ойламай тынығып жүрген сәтте келеді. Ал бір нәрсенің шешімін табамын деп бас қатыра берсеңіз, оның шешімін табуыңыз екі талай. Тынығудың маңызын ұққан Экхарт Толле көпшілік ғалымдардың креативті дүние тудыра алмауы олардың ойланбауынан емес, керісінше, ойлауды бір мезет тоқтатып кідіріс жасауды білмегенінен болады деген. Бәлкім сізге қажет керемет креативті ой көлікте, я ел жер аралап жүргеніңізде немесе қызара батқан күнге қарап отырғанда келіп қалар. Сондықтан креатив жетпесе, бар істі ісіріп, тынығып алған абзал. Үшінші, жаяу жүріңіз. Стэнфорд университеті өз зерттеуінде көп жаяу жүретін адамдардың қиялы ұшқыр, ойы тапқыр болатынын анықтады. Жаяу жүрсеңіз 20 минуттан кейін көшеде емес, өзіңіздің жан жүрегіңізде жүріп бара жатқандай күй кешесіз. Миыңыздың бір қуысында жасырынған идея мен білім ортаға шығады. Төртінші, ақылдасыңыз. Ақылдасуда пайда бар. Кейде мәселеге тым жақын қараған адам оның шешімін көре алмайды. Лабиринттің ішінде жүрген жанның лабиринттен шыға алмауы екі талай ғой. Сол секілді, лабиринттен сырттай толық көре алатын адамдармен ақылдасқан абзал. Кез келген мәселеде осы тәсіл ұтымды. Бір мәселені түрлі жастағы, түрлі ойдағы адамдармен ақылға салсаңыз, өз ойыңызға келмейтін шешімдерді біле аласыз. Сондықтан ақылдасудан қашпаңыз. Келісіп пішкен тонның келте болмасы анық. Дәл солай келісіп шығарған шешім креатив болары рас. Бесінші, кітап оқыңыз. Креатив идеяның қайнар көзі кітап екені бәріне аян. Әр кітап түрлі тағдырмен бір өмірден хабар береді. Сондықтан сан алуан тақырыптағы әр түрлі авторлардың кітаптарын оқыңыз. Кітап беттерінде не бір креатив ойдың үлгісі бар. Алтыншы, саяхаттаңыз. Байырғының ғұламалары мен өнер тапқыштарының саяхатшы боп жаһанды кезуі бекер емес. Әлемнің бір бұрышында отырып жаңалық ашамын, креативті дүние жасаймын деу қисынсыз. Саяхаттаған адам өзгеше ойлау мен басқаша қараудан шыққан талай дүниелерді тамашалайды. Түрлі мәдениет пен дәстүрге куә болады. Ал мәдениет пен дәстүр талай жылғы креативтің жемісі емес пе? Сондықтан креатив ой жинаймын деген адам жиһанкез боп ел көріп, жер аралап тұрғаны жақсы. Жетінші, көрмелерге барыңыз. Креативті креативтен іздеуіңіз керек. Әр өнер адамы түрлі құбылыстан креатив іздеп, тапқанын туындысына қосады. Сондықтан креативке қол жеткізудің ең қысқа жолы қол өнер немесе сурет көрмелерін аралау. Тіпті болмаса дизайнерлік тың дүниелерді, жаңаша шешімдерді жариялатын журналдарды қарауды әдетке айналдырған пайдалы. Сегізінші, театрға барыңыз. Театрға соңғы рет қашан барып едіңіз? Спектакль бізге уақытты кері айналдырып, адам жанына үңілуге мүмкіндік береді. Сол оқиғалардың арасында өзіміз жүргенде әсер аламыз. Кейіпкердің қуанышына шаттанып, қайғысына мұңайып, рухани байимыз. Көкжиегіміз кеңейеді. Спектакльдің өзінен, актерлардың ойнау шеберлігінен, режиссердің оқиғаны берудегі креативтік шешімдерінен шабыт аламыз. Сондықтан театрдың босағасын жиі аттағаныңыз абзал. Тоғызыншы, классикалық әуендерді тыңдаңыз. Классикалық музыка мидың дамуы мен шығармашылықтың өрлеуіне әсер ететінін ғылым дәлелдеген. Сан ғасырлық тарихы бар классикалық музыка адам жанының тереңдегі пернелерін шертеді, жүрек қылын тербетеді. Қазақтың күйін тыңдасаңыз, күй де батыда айтып тұрғандай, астарындағы айтылмақ ойды, көңіл күйді табуға тырысыңыз.
Моцарт пен Бетховеннің заманын көзбен көргендей күй кешіретін тамаша әуен тыңдасаңыз, креатив ойлар пайда болады. Ол әуендер сізді қолыңыздан жетектеп, креатив ойлар ошағына алып барады. Сондықтан классикалық әуендерді тыңдап тұрған жөн. 10-шы, өзгерістен қорықпа. Жаңашылдыққа құмар бол. Осыған дейін айтылған 9 кеңесті жарамсыз етуі мүмкін бір сезім бар. Ол қорқыныш. Өйткені ми әрдайым бірінші кезекте қорғанысты әрі ең оңайын таңдайды. Қорқыныштың ең күшті түрі бейтаныс пен беймәлім нәрсе алдындағы үрей. Ғалымдар ми үшін бір нәрсенің нәтижесі жаман болатынын, білгеннің өзі белгісіздіктен жақсы дейді. Кез келген креатив шешім эксперимент саналады, ал эксперименттің нәтижесі қашанда белгісіз. Сондықтан адам баласы өзгеше дүние жасағысы келеді, бірақ өзгерістің артындағы белгісіздіктен қорқады. Бұл құбылысқа күнделікті өмірде де куә бола аламыз. Мәселен, адам баласы мейрамханаға тамақ ішуге барғанда, көбінесе бұрынғы орнына қайтадан отыруды таңдайды. Өйткені түпсана мен ми сол орын бұрын қауіпсіз болған, демек тағы да қауіпсіз болады деген шешім шығарады. Қорыта айтқанда, креатив деген жаңашылдық, ал бұрынғы әрекетті қайталай беру, басқа нәтиже күту ақымақтық. Сондықтан адам баласы ми мен түпсанада пайда болған алғашқы таңдауға әрдайым күмәнмен қарауы керек. Қандай да бір шешім қабылдарда бұл нәрсені басқаша қалай кемел жасай аламыз деген сұрақты өзіңізге 3 рет қойыңыз. Сонда шыққан 3-ші жауапты креатив болады.